Сен бүгін жаңа өлім аузынан тірі қалғанда енді өлім аузынан тірі қалу деп аса қатты айтылған сөз. Ойладым, бір шаң-шаң жерде жатқан шығар мына Абайдың суретімен деп ойладым іштей. Жастар, қазіргі жастардан тинейджер дейді ғой. 13 жас пен 17 жас аралығындағы жастардың не ойлайтынын түсіне алмайсың. Қазіргі заманда қатты өзгеріс болатын секілді. Мысалы, қазір кез келген кішкентай баладан кім болғың келеді десем, блогер болғың келеді деп айтады. Негізі жасанды интеллект әрдайым біздің қасымызда болған. Тек оны біз білмедік, байқамадық. Арабтар негізі біздің қазақтардың СНГ-нің адамдарын алғысы келеді дейді. Неге? Өйткені оларда советтік білім беру жүйесі бар. Мен мысалы Европада мұсылмандықты көбірек көрген сияқтымын. Экономикалық түрде салыстырасын. Европада мысалы ешкім ондай айфон ұстамайды. Мен қазір ойлаймын, егер де аяқ астынан экономикалық жағдайымыз тым жақсы болып кетеді, қазір 2024 жыл деп айтайыншы, осы сәтке дейін егер де қазақтар аяқ астынан бай барлығының жағдайы жақсы болып кетсе, бізде сондай беспредел болады. Ешкімнің алдында жауапкершілік сезбейтін сияқты, өйткені ойлайды, мен сені алдап кетсем ештеңе емес, сен де біреуді алдап жатсың. Қазақ тілді аудиторияны алдайса олай тым оңай екенін байқадым өзім. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен, қысқасы. Бірінші қош келдіңіз қайтадан. Флешбектер кетіп жатқан жоқ па сізге? таныс жоқта бәрі мындай ыстық көрініп жатыр. Бірақ та мен кеше сенімен сөйлескен екен, осы достарың үшін деген екен, Айгүл мен Қағалдарбекке бола келдім. Яғни ұйымдастыр деген екен. Не дейміз енді? Бүгін бізде ерекше екі қонақ болып отыр. Бір кісі енді мінезі қиын адам болса, енді жарайды, не істейміз? Жат адам емес дегенмен де. Екінші сол Қалдарбек деген Дәулет Бақтың жан болса. Жалпы барлығымызға түсінікті, жеңіл болу үшін неден бастайын, өзі не жаңалық бар өздеріңде? Қандай? Сен бүгін жаңа өлім аузынан тірі қалғанда енді өлім аузынан тірі қалу деп аса қатты айтылған сөз. Жиыны бүгін 2 аптадай болды ат шаппағалы. Сондай бір ерекше шабыттанып, сондай көңіл күймен офиста отырасың ғой. Қазір далаға шықса, таза ауаға жұтып, атты сабап, қамшылап деген бір ой пайда болды. Қатты сағындым енді. Өзім жақсы көремін сол уақыт өткізуді. Сосын бүгін бардым, ауқымды бастым. Шапсам екен деп өзім атымда бүгін асау болып тұр, ерекше бәйгеге шауып, сөйтіп сондай нық тұр. Әдетте ондай емес еді негізі. Сон артқа шегініп Симбаны шошытпайын деп, өйткені оның аты енді Мустанг деген ат болды. Өте басы ауыр, енді бір шапсаны тоқтамайды. Соны мазаламайын деп артқа шегініп отырдым. Анау лезде бір 5-6 секундта қайттан алдыға шығып озып кетеді ғой. Шапқым келді деп, сөйтіп бүгін бірінші телефонымнан айырыла жаздадым. Яғни негізі айырылдым. Жаңа телефоның құтты болсын. Рахмет. Ескі жаңа Қазақстан. Ай, далада қалды ғой, шөптің ортасына. Сосын ойладым, мен де оның алдында ешқашан осындай бір сезім күй кешпеген едім. Қалай, мен тіпті iCloud-ның паролін тұрмақ логинін да білмеймін. Оның бәрін қалай басына білсетен деп сөйтіп бір ойладым. Қазір барып технодомға барып тезірек сотқа алу керек. Блин, әйтеуір шығу керек болып тұр ғой сонда деп неше түрлі ой қозғады. Сосын ойлап қойдым. Мүмкін Абай ата сақтап қалған шығар. Ойладым. Чехолымда Абай Құнанбаевтың суреті тұр. Сол үшін неше түрлі ой келді, бірақ іште бір сабырлық болды. Содан кейін дайырға жүр. Енді сол табайық іздейік деген кезде ойладым, бір шаң-шаң жерде жатқан шығар мына Абайдың суретімен деп ойладым. Іштей сол жерге жетем дегенше бұлай тез шаптық қой. Өмірімде тіпті шауып көрген емеспін, шын айтам. Таптық, дедім де, сосын қуанышым қойныма сыймай кетті ма, әйтеуір атта үйге асықты ма, сөйтіп тез шапқан кезде тура бар ғой, өзім көз жасымда ағып жатыр, желден тура күшті рахаттанып жатыр. Меше бір жынымды шығарып алдым ба, сөйтіп мәз болдым. Сөйтіп қатты скоростта бір кетіп бара жатқан кезде, бұрылыста резкалай бұрылып кеткен кезде мен бір аяғым үзеңгіден шығып, екіншісі аяғым наоборот кіріп кетті да, одан бетер сөйтіп мына жаққа қарай құлай бастадым. Сезіп жатырмын, что уже не тоқтата алмаймын, шамам жетпей жатыр, өйткені ат тым қызу екен. Үстіндегі терісі бір ақ көбікке айналған ғой, соншалықты тері ағып жатыр, ол да уже үйге қайтқысы келіп отыр. Сон қорқып, жерде уже мен түсіндім, что мен қазір уже түсем аттан. Түсем, это мягко сказано негізі. Қазір аударып түсем деп ойладым ғой. Иә, сосын аяғым үзеңгіде қалып қалатын сездім. Дәл сол сәтте көзімді жұма салдым да, бір 1-2 секундтан кейін бір білмеймін,
бір белгісіз бір күш қайттан бір баланстыққа әкелді де ары қарай шауып жөнелдім сөйтіп. Білмеймін неге. Сөйтіп және үйге келсем, ойда жоқта мамам айтады ғой, сен бүгін өзі жайлы отырдың ба атта дейді. Мамам ылғи да қайда жолға шықсам да мені алаңдап уайымдап кетеді. Әсіресе атқа шабамын деген кезде. Неге десем, сол кешкі асты дайындап отырған сәтте аяқ астынан ойда жоқта бірінші сондай болды дейді. Қазір тілеу керек. Зарина аттан құламасыншы деген деп. Бұрында сен өйтіп атпен шауып жүрген кезде, анау Ақкөлге барып жүрген кезде ондай уайым қайғым вообще мүлде болған жоқ дейді. Бүгін бірінші рет болды. Дәл сол кезде тоқтадым да, бір тілеуімді тілеп алдым. Мен айттым, сол тілеуім мені алып қалған шығар. Менде күмәнім жоқ, сол бір уақытта болғаны бар ғой. Дәл сол сағат 6-7-ге таман болған кезде. Сөйтіп сондай қызық бір байланыс болды. Яғни бұндағы айтқым келгені бір ананың ойы, жүрегі әрдайым балада ғой, жүрегі сезеді деген сияқты. Дәл сол сияқты мен алыс жолға аттанған кезде, әсіресе роуд трип болған кезде, анам ылғи да тілеуін тілегенмен қоса андай жолдың садақасын береді ылғи да. И сөйтіп аман есен жүргенім сол анамның арқасы ма деп білем. Анамның тілегі. Жоқ, енді өйтіп айта алмаймын, бірақ андай болады ғой, жастықтың кесірі ме, аса қатты уайымдамайсың, әйтеуір аман сен жетеміз ғой деген сияқты. Содан кейін басқа достарыммен кездескен кезде, біз сол серпантинмен өткен кезде машинамыз 3-4 рет сынды, айдалада қалдық деп әңгімелерін айтады. Сосын мен ойлайды екенмін, сол жолда аман есен өтіп кеткеніміз жай емес болар ау деп анам есіме түседі ылғи да осындай кезде. Сөйтіп адреналин де, кортизол да қазір менің бойымда өршіп тұр қатты. Біраз уф деп отырмын. Өте сондай белсенді күн болды. Аман болыңдар. Бір сәтті аяқтаған күн болған екен. Иә, ол рас. Дұрыс. Аман қалған құтты болсын, жаңа соттың құтты болсын. Рахмет. Негізі ондай кезде не қылады ғой? Жеті желпек таратып дегендей шамалы. Сол, біраз садақа беріп. Иә, өзім де түсіндім. Тәуба шүкір деп айттым ғой. Иә. Бірақ енді аттан құлау деген сұмдық нәрсе ғой. Бірақ енді формулируйте свои желания правильно деп айтып жатады ғой. Дұрыстап атпен шауып емес, аман есен, құламай, барар жеріме барып жетіп сөйтіп ат шапса керім болады. Ол да дұрыс. Мүмкін, білмеймін, өзімнің ой пікірім, мына қазақтарда бар ғой, өзіміз отырып шай ішейік деген. Көшпенділер ойнап бітті, енді өзіміз отырып атқа мінейік деген сияқты. Маған бүгін күн солай қабылдадым. Барлық кетті, енді өзіміз барып атқа мінейік дегендей. Иә, менде сондай идея болды. Кеше айтып қойған ғой, мен ертең өз атыма. Мен ойлаймын, мысалға көшпенділер ойыны болды, жарыстар болды, енді осыдан кейін артынша Қазақстан біріншілігі болса, қандай да бір ішкі бір. Енді өзіміз нормально отырып шамалы ойнайық деген сияқты. Сондай болса мүлдем керемет болушы еді. Және де осы екеуін байланыстыра келе ат демекші. Айтқым келгені, мысалға Дагестанда күрес, грек-рим, мысалға күрес түрлерінен болатын жарыстар әлем чемпионатына қарағанда өте қатты жоғарғы деңгейде өтеді. Өйткені ол жақта бәсекелестік деген өте, мысалға екінің бірі Дағыстанда күреске қатысады мысалға. Сол үшін ол жақтағы кейбір адамдар тіпті өзінің ұлттық құрамына енбей қалып, Швейцарияның атынан, Швецияның атынан, тағы да басқа еуропалық елдердің атынан қатысады. Бізде сондай болса екен деп ойлаймын, мысалға жаңағы кейбір спорт түрлері бар, әлем чемпионаты маңызды емес, олимпиада маңызды емес, бір қандай да бір басқа бір турнир маңызды, дәл сол спорт түрінен. Сол сияқты көшпенділер ойын емес, тіпті Қазақстанның өзінің ішкі біріншілігі әлемде кәдімгі мықты болса деген сияқты, яғни жаңағы Дағыстанның чемпионаты сияқты. Бірақ өкінішке орай біз енді өте көп дау-дамай болып жатыр кеше көкпардың аясында. Жеңіліп те жатыр, оны жеңілгенімізді мойындамай да жатыр, осы тағы да басқа деген сияқты. Дау-дамайлар болып жатыр енді, өкінішке орай, или өкінішке қарай. Кімге қалай ыңғайлы таңдауыңыздар. Еуропалықтар да келіп жатыр ғой жарысқа. Еуропалықтар келіп жатыр. Африкалықтар келді. Америкадан келді. Мен кеше интервью бердім. Daily Yonder деген америкалық газетке. Сол жерде сұрап жатыр. Көкпар жайы қалай ойлайсыз? Көкпар жайы сіздерге мысалы өзіңіздің ойыңыз қалай? И америкалықтар қатысқанда қалай, не үшін қатысып жатыр? Енді оларға бұрындары бізде болды, Қазақстан футбол құрамалары келді и тасаттық берді. Мысалы футболдың алдында оларды жануарларды қорғау құқығы дегендер басты орын қойды. Мысалы адамның құқығы мен жануардың құқығы меніңше дамыған мемлекеттерде тең секілді. Сол үшін олар бізге енді сырттан көрген кезде оған тұрпайы көрінуі мүмкін. Бірақ айтып өттім, біздің тарихымыз енді
традициямыз, мәдениетіміз соған негізделген. Яғни біз үшін ол өте негізі маңызды. Соның арқасында біз өзіміздің құндылықтарымызды сақтап келеміз осы уақытқа дейін деген секілді. Сол арқылы мысалы келешек ұрпаққа да біз таратып жатырмыз және әлем біздің тарихымызды, біздің мәдениетімізді түсініп жатыр деген секілді. Негізі қазақтар ғана емес, мысалға тіпті мұсылман дінінде де айтады ғой, Құранда айтады, ішіңдер жеңдер, ысырап етпеңдер. Яғни жер бетіндегі барлық нәрсеге қатысты айтылған, яғни тамаққа болсын, жануарға болсын, шөп шалам болсын, ағаш болсын, барлығына ішіңдер жеңдер, пайдаланыңдар. Мысалы қалай қажет солай пайдалан, бірақ ысырап етуге болмайды деген сияқты нәрсе. Яғни бізден енді табиғат ананың бізге берген жемісі ғой, малдың сүтін ішу болмаса етін жеу деген сияқты нәрсе. Бірақ андай қайта мен кейбір еуропалық нелерге қарсымын. Мысалға көкпар енді ладно, сен үстінде атпен бірге отырып, сен бірге тәуекелге барып, денсаулығыңды құртып, кәдімгідей жарысқа қатысасың. Мысалға анау Испанияда бар ғой, бұқалармен болатын. Иә, бұқалардың Карида, иә. Кәдімгі арқасына кім көп жаңағы қанжар қадайды, ана кәдімгі қан талап өледі ана бұқа деген сияқты нәрсе. Сол секілді нәрсеге қарағанда көкпар деген әлдеқайда бір гуманны нәрсе секілді менің ойымша. Ол біздің құндылығымызды сақтап отыр ғой, мысалы көкпар. Көкпардың арқасында біз білеміз, және де мысалы ретінде қырғыздарды өзіміздің бауырымыз есебінде қарсы. Әрине қазіргі таңда кеше көшпенділер ойында дау-дамай болып өткенмен, бірақ біз қырғыздар мен қазақтар бірінші орынға таласып жүретінін білеміз. Яғни ол екі елдің арасында бауырмалдықтың негізі қарап отырсақ. Кім осы Марко Поло ма бір айтқан осы бұрын, осы Азияға келген кезде көкпарды көріп, енді жергілікті халық айтқан ғой, кеттік біз ойын көреміз, біздің ұлттық ойынымыз бар көкпар деп. Сол кезде қарап, кім екенін білмеймін, или Марко Поло ма басқа ма. Бұл ойын емес деген, кәдімгі тарихта жазба қалдырған, бұл ойын емес, бұл кәдімгі әскери дайындық деген сияқты, яғни шымыр болудың деген секілді нәрселер. Ана бразилиялықтар билердің түрлері бар ғой, кімді бір били бір би ол, бірақ та ол негізі би болып қалыптаспаған, басында әскери дайындық ретінде аяқты созу үшін тағы да басқа деген сияқты нәрсе. Яғни бізге де солай ғой, аттың үстіне өзіңді нық сезіну, емін-еркін түсіп көтерілу деген секілді нәрсе, яғни әскери дайындық, шымыр болу деген сияқты. Ол тіпті ана қыз қуудың да басты принципі ол ұлды қызды қуып жетіп бетінен сүйіп, я болмаса қыздың артынан ұлды қамшылау емес, ол қыздың ат құлағында ойнай алу, және де алыста енді далада жүрген кезде жаудың қолынан аман-есен шықсын деп сөйтіп соғыс жағдайында не болып қалады. Иә, қыздардың былайша қазіргі тілмен айтқан кезде қыздардың өз-өзін қорғай алуы мысалы. Иә, дәл солай. Ол да үйремейді. Далада қалмасын, жаудың қолына түспесін, өз-өзін алып шыға алатын деңгейде болсын деп, андай тонуста сені ұстап тұратын нәрсе ғой негізі, осының барлығы. Иә. Бірақ негізі білмеймін, қазір қыздар ат құлағында, мысалы кез келген адаммен сөйлесесің ғой, алматылықтармен, астанадағылықтар, бәрі айтатыны 90% келушілердің барлығы қыздар дейді. Аттың үстіне ойнап, жалындап, тіпті қорқып тұрса да жоқ мен отырам, мінем деп сөйтіп ниет білдіріп жатады. Қандай мықты, қандай керемет деп тамсанып жатады. Мүмкін олар Ақбоз атты қандыдасын іздеп келген шығар. Жоқ, дәп соған қарып қалмайды ғой. Басты ниеті сол ат енді әр өзінің күре тамырына тартып отыратын шығар. Мүмкін. Бірақ бір жағынан былай ғой, сенімен салыстырғанда мысалы мен өзім көп бармаймын ол нәрсеге. Бірақ өйткені біз ауылдан ол нәрсені көріп өстік. Бізге аттың ондай қатты жаңағыдай қайта мінгеннен ондай қатты қызығушылығы жоқ. Бірақ біз ностальгия болады. Әрбір атты мінген сайын бір басқа машина айдаған сияқты боласың. Әрбір аттың өз мінезі бар дегендей. Әркімнің өзінің хоббиі бар, терапиясы бар деген сияқты. Сол қыздардың көбісі бірінші рет барып мінеді сол жерге деген сияқты ғой. Мысалға бірінші опыт болғаннан кейін ары қарай жаңағыдай тәжірибесін жинағысы келеді. Тағы да басқа бір шауып көргісі келеді деген. Өйткені алғашқы мінгеннен шапқанға дейін де біраз курс қой былайша айтқан кезде. Бірақ жалпылама түрде бұл ипотерапия ғой. Ол осы аттарды, жылқыларды көріп мініп соның қасында болып андай бір сәт тоқтап, иә, айналаға қарап дегенде сол бір сәтте болу, моментте болу деп айтады ғой. Ана кім Джо Диспенза деген кісі айтты ғой, адам небәрі өмірінің 3%-ын ғана дәл қазіргі сәтте өткізеді. Яғни сол жаңбыр жауған дыбысын естіп, иә, желдің дауысын, яғни бір тоқтап, ешбір ойсыз сондай бір иә, саналы түрде болуы өте аз болады деп. Осындай қаланың сыртына шығып ат шабу, ол сондай нәрсеге келеді. Так, қазір мынандай тенденция бар, жануарларға байланысты. Квадробика ма, естідің ба, естіген жоқсың ба? Жоқ. Квадробика деген бар ғой. Не жайлы ол? Интернетте қазір жас жеткіншек қыздар, көбінесе балалар басына мысықтың киімін киіп алып, артына мысықтың құйрығын таңып алып, мысықтың істеген нәрсесін бәрін қайталап, сөйтіп жасап жатыр. Қазір ресейде өте үлкен бум болып жатыр, яғни
ол нәрсені заң бойынша тыйым салайық дейді, өйткені ол мысық сөйтіп жасайды деп, бұл кейбір нәрселерді бір балаға детский травма болуы мүмкін деген сияқты. Яғни біреулер айтады ол табиғатпен үндесу, табиғатқа жақындасу деген хорс хоббинг дедің ба, аяқ жағы қалай? квадробика ма? Квадробика сан хорс бірдеме тауғыда. Хорс хоббинг деген оны ат сияқты бір таяққа мініп алып секіріп жүру, сол хорс хоббинг. Жоқ, кәдімгі осылай төрт аяқтап тізерлеп шапқан тоже көрдім тиктокта. Жалпы айтқанда қазір сол нәрсе не болып жатыр. Яғни қалай ойлайсыңдар, осы нәрсе жаңағы бір баяғыда айтатын еді ғой, суретші деген сақалына дейін бояпты деп. Сол сияқты тым қатты артық кету ма, жоқ әлде шынымен де табиғат, жас өскіншектерді, бір жеткіншектерді табиғатқа жақындата ма? Не ойлайсыңдар? Айгүл, не ойлайсың? Жеке сөз берейін дедім ба? Білмеймін, мен мысалы бала ретінде қарасам, сол бейнеге қарап, мынау табиғатпен үйлесім деген ойға келмейтін едім. Керісінше бір есер соқтық. Есуасты тезей. Білмеймін, мен миыма сыймайды ондай нәрселер. Мысалы сондай деңгейге түсіп, немесе тіпті комментировать ете алмайтын сияқтымын. Мен нақты аты есімде жоқ, бірақ квадробика болу керек, ұмытпасам. Сол осы мысықтарға бір имитация жасау, қимыл қозғалсын деген сияқты. Негізі ол жалпы бүкіл жерде бүкіл жануарларға ұқсап бара жатқан сияқты. Адамзат материалдық жағынан дамып жатқаннан кейін қазір істейтін еш нәрсе жоқ, и кері қарай қудырып жатқан сияқты. Өйткені мен өз көзіммен көрдім, супермаркетте адамдар солай жүреді, жерде жүреді, кішкене особенно школьниктер, мектеп оқушылар Польшада солай жүрді, и ол сондай трендке айналды. Сол ол сонда жүре алмайсың, даже и үлкен кісілердің бәрі қарайды, не болып жатыр. И Инстаграм видеолардың барлығында топырап алып кетті сол. Ол итке қатысты еді сол кезде. Итке қатысты. Қазір мысыққа қатысты. Кейбіреулер холодильниктің ішіне кіріп отыратын болып жатыр. Жастар, қазіргі жастардан тинейджер дейді ғой. 13 жас пен 17 жас аралығындағы жастардың не ойлайтынын түсіне алмайсың. Уже қазіргі заманда қатты өзгеріс болатын секілді. Кейін ол кісілер өскен кезде. Мына нәрсе емес пе, мысалы Альфа Generation ба олар? Альфа Generation. Маятник деген нәрсе бар ғой. Маятник былай қарай барады да, өзінің пигін еткеннен кейін қайтадан былай қарай керісінше қайтады. Мысалы біз дамымаған бір сондай тас ғасырынан былай қарай келдік та, былай қарай. Енді артқа қарай қайтып бара жатқан жоқсыз былай қарай. Бәлкім солай. Маслоудың пирамидасы болса, біз максималды деңгейге жеттік, енді құлдырайтын шығармыз дейді. Сонда ары қарай ғылыми жетістіктер болмайды деп ойлайсыңдар ма, жоқ ары қарай бір андай адамзатқа бір пайдалы болатын бір үлкен ашылулар болмайды деп ойлайсыңдар ма, қалайсыңдар мысалға? Адамзатқа пайдасы болатын нәрселер қазір өте көп шығып жатыр ғой, мысалы жасанды интеллект деген нәрселер. Жоқ, мысалға бұрын өз заманында бір мықты тұлғалар болатын тұғын, кәдімгі халықтың арасында алтын адам болатындай. Яғни Эйнштейндар өз заманында мысалы өте қатты жоғары бағаланды. Эйнштейн десе о деп бүкіл сол заманның өзінің ғалымдары кәдімгі сыйлайтын тұғын, Эйнштейндікі деген секілді бір идеяларын. Сол секілді бір мықты ғалымдар болды, мысалы Тесла болсын, Эдисон болсын деген сияқты мықты ғалымдар болды. Қазір олар жоқ сияқты. Қазір ғылым деген нәрсе бір ұйымдар айналысып кетті ме, жоқ жеке болмайтын болды ма, жоқ әлде қалай мысалға? Мен керісінше қазір ғылым бар. Біз тек қана әлеуметтік желіден танимыз да адамдарды. Яғни әлеуметтік желіге көбінесе қолы бос адамдар отырады. Біз қазір пропаганда қазір нақты біздің елде тезірек ақша табу деген нәрсе ғана болып жатыр да. Мысалы қазір кез келген кішкентай баладан кім болғың келеді десем, блогер болғың келеді деп айтады. Ол сондай жеңіл ақшаны тез бір нәрсеге жету дегенді пропаганда болып жатыр да. Ал нағыз ғылыммен айналысып жатқан, мысалы Гарвардта оқитын дегендер адамдар өздерінің ашылуларын мүмкін бар шығар, біз оны оқымаймыз, және олар әлеуметтік желі жүргізбейді, сол үшін де бізге сондай танымал емес. Бірақ олардың еңбектері бір әлемдік деңгейге шығу керек қой, мысалға Эйнштейндердікі секілді. Нобель сыйлығын алып жатқан ғалымдар бар ғой, мысалы ғылым саласында. Мен солардың көбісін танымайды екенмін, жылда бір Нобель сыйлығы болады. Мен бірақ Оскарды кім алатынын білемін. Жаңалықтар ашады, бірақ олар енді ол кездегенде, ол кезде Эйнштейннің кезінде ол мысалы физика, химия деген салалар мысалы қатты дамыған жоқ, атом бомбасын жасады мысалы кейіннен деген. Бірақ ол кезде ол енді дамып жатқан. Бірақ енді қарап отырсақ, қазір ғалымдардың ашатын мизерный, но оның ол бастапқы. Енді бірден мен мысалы Эйнштейн есептерін ашты, одан кейін барып атом бомбасы қалыптасты. Мысалы бәлкім 20 жылдан кейін басқа бір кәдімгідей ауыз толтырып айтатындай жаңалық ашуы мүмкін деген секілді болуы мүмкін.
әлде қоғамға байланысты ма мүмкін мысалға бізде әлемнің жаңағы ақпараттарына қарасаң осыған дейін кеңес үкіметінің бір ең керемет жері бүкіл адамдар кітап оқыған дейді, бүкіл адамдар газет оқыған деген секілді. Яғни кітап пен газет мемлекеттің басқаруындағы дүние ғой, яғни идеология. Ғылымды тағы басқа нәрсе жазса бүкіл халық сол ғылымды оқиды, мысалға жаңалықтарды оқиды деген сияқты нәрселер. Қазір ондай нәрсеге қарағанда өте андай жаңа сен айтқандай блогер демекші, өте бір жеңіл нәрселер, көп информациялар адамға қабылдап үйренгеннен кейін біз ары қарай ойлау деңгейіміз аса алмай жатқан сияқты кейбір нелерден. Қазір ақпаратты сол тек Инстаграм, жаңағы әлеуметтік желілер арқылы беретін болды. Бұрынғы заманда теледидар арқылы, газеттер арқылы беретін. Қазір өкінішке орай теледидардың өзіне ешкім көре бермейді ше үйде. Бұрынғы замандарда дейміз ғой енді. Сол кездерде өте берейікші. Иә, сол кездер деген шығар. Кешкісін бір андай элиталардың бір кештері болатын ғой, отырып ақылдасып мысалы талқылап, мысалға сол бір андай Маяковский болсын, басқалардың бір өмірдегі бір философиялық болсын, болмаса бір жаңалықтарға болсын, өзінің ойларын айтып, болмаса талқылап деген сияқты нәрсе. Қазір ол нәрсе бола ма негізі қазіргі заманда? Мысалға жеке өз басымды өтеші. Менде ол нәрсе ондай қатты көп жоқ, мысалға бір өте бір андай интеллектуалды адамдармен жиналып, мына нәрсеге қатысты не ойлайсың, болмаса негізі мынандай ма деген секілді нәрселер. Көбіне бір тұрмыс тіршіліктің айналасындағы дүниелер секілді барлығы. Болмаса блогерлер талқыланатын, болмаса тағы басқа максимум Илон Маск деген сияқты. Арнайы бір сферада жұмыс істейтін адамдар негізі жиналып тұрады ше. Мысалы, мен білем, айтишниктер, мысалы, мен Позnan қаласында тұрамын, сол жерде жиналып тұрады өздері. И оларда қандай разработка жасап жатсыңдар, қандай алдағы уақытта компаниялар не істейді, қандай проекттерің бар, болмаса бір фрилансер болып істейді, кейбіреулер стартап компаниялар құра бастайды. Мүмкіндік бар, и барлықтар біріксе, одан кейін бір жақсы проекттерге келіссе, олар сол компанияны бастап, болмаса сол стартаптарды сата бастайды. Сондай жасап жатыр, бірақ оларға өкінішке орай айтыла бермейді ше. Өздері араларында жиналады, кейде мысалы специальный түрде курстар дайындайды олар, басқа адамдарға үйретеді, сол жұмыстар жүріп отырады уақытша. Қазіргі жаңа ғасыр, 21-ші ғасыр, бұл нетворкингтің ғасыры болып тұр ғой. Қазіргі алдыңғы жылдан бастап мен байқағаным, барлық адамдар бір осындай шағын микротоптарға өздерінің замандастарымен, өздерінің құрдас демей қойын, өзімен пікірлес адамдарды топқа жинап жатыр. Өзім байқаған бойынша, мен өзі датабумда көптеген курстарды оқыдым, SQL, Python, Power BI деген сияқты. Сонда олардың өздерінің комьюнитилары бар, жылына 1-2 рет жиналып тұрады, Алматы мен Астана қалаларында. Сонда олар қазіргі болып жатқан тенденцияларды, разработкалардың өзінің жобаларын барлығын көрсетіп талқылап жатады. Ол бір менде бар комьюнити, бір екінші комьюнити бұл осы ат шабандоздардың комьюнитисі, олардың қозғайтын тақырыптары бір бөлек деген сияқты. Сосын қазақ тілі, тарих, мәдениет деген тақырыптарды талқылайтын өзіміздің бір informational bubble бар. Біз осындай жаңалық болды ғой, міне осындай жаңадан кітап шығайын деп жатыр ана Санжар Керімбайдың тағысын тағы деген тағы да бір комьюнити бар. Яғни адамдардың барлығы қазір бір топқа тобырланып, бір нәрсені талқылап, бір нәрседе сондай трендте болғысы келеді, талқылап деген. Сондықтан қазір ол ақырындап кеңейтек жаюда деп. Адамның өзі негізі ДНК-сында бар ғой, адам жаралғаннан бері бір тобырдың құрамында өмір сүрмесе, өмір сүре алмайтын уже белгілі. Мысалы, аңшылық бар, терімшілік бар, сол кезде баяғыдан бір ұйымға бірігуді уже адамның қанында бар нәрсе ол. Кез келген адам бір адамның тартып тұрады бір жерге бірігу керек деген сияқты нәрсе. Мен жаңа айтқандарын түсіндім, бірақ тандай қалай айтсам екен, жоғарғы топтар болады бір андай бір өте маңызды мәселелер шешетін, болмаса ғалымдардың топтары деген сияқты, яғни өте бір білмеймін енді салиқалы әңгіме айтылатын топтар бар, қандай да бір қоғамға өзгеріс алып келетін топтар бар. Оларды өзің іздеп тауып, өзің move on болу керексің. Мысалы жаңағындай үлкен корпорациялар айналысады ше бірге. Мысалы айтамыз ғой, тимбилдингті есептемей қойық давай. Иә, тимбилдинг емес, бірақ мысалы Apple-дың жаңадан шығып жатыр, бір ChatGPT-ден. Әрине ол коммерция, бірақ олар тоже ақылдаса отырып сондай функцияларды өзіне енгізіп жатыр. ChatGPT-дің функциясын Apple-ға енгізіп жатыр, Gemini-ге енгізіп жатыр деген. Иә. Сол сияқты нәрселер, жаңа технологиялар шығып жатыр, бірақ ол бізге байқала бермейді ше. Прям біздің уже AI, мысалы artificial intelligence қоғамға уже кіріп кетті өмірімізге. Бірақ на самом деле өте үлкен нәрсе ол. Иә.
үлкен прорыв. мысалы ол жарықты ойлап тапты деген секілді нәрсе ше. Ол оның үстіне бақыланбайды. Қазір көптеген елдер заң қабылдап жатыр, болмаса бір ортақ конвенцияға қол қойып жатыр. Искусственный интеллектті, жасанды интеллектті бақылайық, болмаса бір шектеулер қояйық деген секілді нәрселер. Өйткені шынымен өте қауіпті. Менің ойымша да қазіргі кездің ең үлкен жаңалығы сол жаңағы жасанды интеллект шығар, қоғамды пайдаланып жатқан. Бірақ та пайдасынан гөрі қауіп те бар. Мысалы, қандай қауіптер байқадыңдар сендер? Мен мынандай ақпарат оқығанда естідім. Бір кісі мысалы атомный бомбаны қалай жасауға болады деген сияқты нәрсені сұрапты. Сосын Windows-тың активация коды. Windows-тың активация қауіпті нәрсе емес деп ойлаймын. Жоқ, Windows-тың активация коды қауіпті емес. Но бірақ мен оны білемін, бермеді дейді. Одан кейін басқаша сұрады. Ақыр соңында сұрап оны тауып алды дейді. Әжесін туған деп бірдеңе деп естідім оны. Атомный бомбаны тоже. Сен оны нақты атомный бомбаны қалай жасайды деп сұрасаң, ол саған ақпарат бермейді дейді. Бірақ сен дәл сол ситуацияны беріп тұрып айналдырып алып келсең, ол саған беруі мүмкін деген. Ол жағы енді информация былайша айтқан кезде физиканың бір ақпараты ғой, яғни бірақ та енді ол информацияны білгеннен мен ол адам атомный бомба жасай алады деп ойламаймын. Өйткені оған байытылған уран керек, ал байытылған уранның барлығы кәдімгі миллиграммына дейін барлық жерде есептелуі уже бір қолдан қолға өтпейтін нәрсе ғой ол. Негізі схема инструктаж беретін болса болды ары қарай сенен. Террористік группалармен мысалы байланысқа шығу арқылы деген сияқты нәрсе болуы мүмкін да. Енді ол біздің қолымыз шектеулі мысалы. Бірақ қол шектеусіз күштер бар ғой мысалы. Жаңағы террористік группалар басқа мемлекетте мысалы Солтүстік Корея деген сияқты. Және оларда атомный бомба бар, бірақ одан басқа да функцияларды орындайтын нәрселер керек болуы мүмкін. Негізі жасанды интеллект әрдайым біздің қасымызда болған. Тек оны біз білмедік, байқамадық. Ол ең бірінші жаңадан шыққан соткалар болды ғой кезінде. Nokia, Motorola деген сияқты. Соның ішінде ең бірінші artificial жасанды интеллект ол Т9 кәдімгі автозамена. Содан басталды. Сенің яғни жазайын деп жатқан сөздің алдын ала қайсын жазады деп бірнеше нұсқасын ұсынған болатын. Сол арқылы ол ақырындап дами бастады. Сөйтіп бізге білінбей, көзге көрінбей степ бай степ сөйтіп дамып кетті. Қазір GPT 4.0 деген нұсқасы шығып отыр ғой. Сосын негізі жақын арада оқығаным қазіргі таңда осы ChatGPT-дің үлкен көмегі, artificial intelligence бәрібір қалай айтсаңыздар да, бірақ ол қазір денсаулық сақтау саласына өте үлкен зор көмегін тигізе алады. Қазіргі рентген, МРТ деген сияқты суреттерді қарап отырып, оған әлде қайда адамның көзіне көрінбей қалатын, ұмытылып қалатын дүниелерге ерекше назар аударады да көптеген аурулардың алдын алуға көмектесіп жатыр дейді. Бұрын қазір мысалға біз диагностикаға барамыз ғой, бір дәрігермен кездесіп, ол саған диагноз қояды ғой. Сол информацияны, сол ақпаратты, қазір сол жұмысты жасанды интеллект жасайтын болды. Мысалы Америкада сондай жаңа Зарин айтқандай жағдайлар болды. Дәрігерлердің өзі таба алмаған ол не нәрсе екенін. Мысалға бір ауыр кісі ауырған өте қатты, қанша анализ тапсырған, сол кісінің ер адам ғой, әйелі соны алғанда бүкіл жаңа даныларын кімге ChatGPT-ге жүктеген. Ана ChatGPT оны тауып берген барлығын. Осындай деп сөйтсе, ол өте сирек кездесетін аурудың түрі екен. Сосын барып кейін дәрігерлер қайтадан шыққан, дәрігерлер соны растаған, сөйтіп сонымен емделіп шыққан ол. Өйткені шынымен де қазір айтады ғой, 3 адам болған жерде 5 түрлі ой шығады деген сияқты. Сол сияқты 5 дәрігер болса 15 түрлі диагноз шығады, болмаса тағы да басқа өзіміз күнделікті өмірде көріп жүрміз ғой. Әр дәрігерге барасың, әр барған сайын жаңадан дәрілер жазып береді, болмаса әркімнің әртүрлі жаңағы тұжырымдары болады дегендей. Мен өзім күнде GPT-ді қолданамын. Күнде кез келген нәрсені сұраймын. Мен бүкіл анализдерімді соған көрсетемін, сен қалай ойлайсың деп, ауруды маған өзің сипаттап берші деп. Өйткені қазір сенің өзің сауатың болмаса, қазір кез келген дәрігерлерге сену мүмкін емес. Сен өзіңде миыңды қосып біраз ойлану керек екенсің. Сезіп. Сосын маған тағы да ұнайтын жақтары бұл GPT-дің жалпы сол жасанды интеллекттің үлкен заповедниктерді қолданатын. Өйткені бұл осы браконьерлерден қорғайды сирек кездесетін жануарларды. Как раз дрондар, камералар ұшып тұрады ғой, солардың барлығын бақылайды да, соларды алдын алады. Неше түрлі шабуылдардың деп айтайықшы. Тағы да ауыз толтырып айтатын нәрсесі, мен өзім бұл тақырыпты көп біле бермеймін, бірақ соның жетістіктері жайлы оқып қызғам, не болып жатыр, заман талабына сай жүрейік та барлығымыз дегендей. Сонда қазіргі ақылдасатын серігім сол болды. Біріншіден, екіншіден қарап отырсам, ол бізге
біз есейгенде ол да бізбен өсіп есейе келді. Ең басты жаңалық 1997 жыл, біз ол кезде дүниеде жоқпыз. Сол кезде Элике Гроссмейстер Гарри Каспаровты сол кезде жеңіп кетті емес па? Компьютерден ұтып кетті. Иә, компьютерден. Ол сол бірінші маңызды тарихи жаңалық болды. Және де осы ана жолы оқысам, енді artificial intelligence ол бүкіл жерде бар ғой, әр Google'дан болсын, иә, мысалы тағысын тағы. Сонда IBM деген компаниясының өзінің бір құрастырған интеллектісі болды жасанды. Сонда бұл өзі бір настольный бір ойын бар екен, бұрынғы заманнан келе жатқан, оның неше түрлі сценарий варианттары миллионнан асады дейді ойнайтын. Сонда 2016 жылы сол жеңіп стратегиялық тұрғыда әлде қайда алдыға озып ойлайды дейді. Бірақ біздің қазіргі дегенмен де GPT ол өте андай тар аясында жұмыс істейді негізі. Оны әлі оқыту керек, өйту керек. Мысалы, білесіңдер ме? Барлықтарын соған көмектестіңдер ғой. Осының дамуына. Біз қазір енді барынша ол ақпараттың барын алып жатыр, тіпті кейбір сайттардың өзінен ол ақпарат алады мысалға. Ол сайттан бұрын тағы да бір күнделікті мысалы, я телефоннан таксиға заказ беріңіз, запрос жасаңыз, это само собой разумеющееся, бірақ андай білесіңдер ме, капча деген нәрсе бар. Онда иә, сонда фото таңдау, мынаны көрсет деген кезде әрбір сондай бір адамның сондай істеген іс-әрекеті оны әлдеқайда алдыға қарай жылжытады. Яғни әр адамның, әр юзердің өзінің бір үлесі бар деген сөз ғой. Өзім таңғалғаным, мысалы мен осы жақында бір чат GPT-ге жаздым. Маған мысалға бір саланы айттым да, осындай сала бойынша қазір әлемде бар топ мықты 15 компанияның тізімін шығарып берген кезде ол кәдімгі сатырлатып бүкіл кәдімгі секунд өткен жоқ, бір 10 секундты ма сондай ғой ақпаратты. Мен егер де Google-ға жазып сол сала бойынша өзім жаңағы сол ақпарат бойынша жаңағы осындай топ салады, бүкіл какой-то бір рейтингтерді қарап сөйтіп отыратын болсам, ана тізімді мен примерно 2-3 сағатта жасайтын шығармын мен. Анау маған 10 секундық ішінде тізім жазып бере салды. Бірақ мұнда байқайтын нәрсе бар, ол әрдайым 100% шынайы ақпаратты бере бермейді. Өзің де тексеріп алу керексің деген сияқты. Иә, міндетті түрде. Мен мысалы бір сұрақ қойдым. Былай да қойдым, екі түрлі жауап алдым. Әртүрлі уақыт. Мен сол қайсысына сенейін енді. Яғни өзінің де сауатың, өзінің де ақпаратқа деген. Қандай қауіптері бар? Неден алдын алу керек болмаса, қашан болмаса, қай жерден бастап қандай мемлекеттер осыны қолға алу керек деп ойлайсыңдар? Қауіптері туралы емес, мысалы жалпы егер осы жасанды интеллекттің дамуына байланысты бізде білім жүйесінде өзгерістер болу керек сияқты. Өйткені біз мысалы бұрын біз шығарма жазғанда өзің жазасың, ойланасың, креатив қосасың. Ал қазір мысалы жасы кісілерге қарасаң, ол бірден сол чат GPT-ға жүгінеді да, ол тіпті өзі ойланбайды, ойланбағаннан кейін өзінің потенциалы қай жерге жететінін білмейді. Жаңағы элементарына мысалы бір ақпаратты чат GPT-мен іздеп бірден тауып алғанша, солай бірнеше сағат уақытыңды құртып, басқа да ақпараттарды жинап, өзіңе жинап алу, ол тоже өзінше пайдалы сияқты. Мысалы студент үшін немесе оқушы үшін. Мысалы қазір 2004-тер бітіріп жатыр ғой. Солардың танитын біразы дипломдарын чат GPT-мен жазды. Мысалы сен өзің іздеп ақпарат, бірнеше кітап ақтарып жазған ол бөлек та, ал дайын ақпаратты бере салғаны ол керісінше сияқты. Жақында бізге мысалы қазіргі біздің базовый білімдеріміз уже сапалы өмір сүруге аздық ететін сияқты. Креатив қосылу керек, тағы басқа дейсің. Мысалы қазіргі есеп шығара аласың деген уже плюс емес. Одан да көбірек нәрсе білу керек дегенде. Сондықтан білім саласында бізде ойлануды үйрету керек сияқты. Креативті ойлауды, сыни ойлауды. Айтқан нәрсені орындауды үйреткен сияқты. Мысалы тапсырма берді, орындадың. Роботтар тәрбиеледі ме? Иә. Әр заман басқа. Біз мысалы соған көндік, біз соған біраз ыңғайландық, бірақ әр заманның жастары әртүрлі ғой. Оларға ондай заңдылық жүрмейді. Олардың өмірді көру бізден жақсы, керемет деп айтуға мойындағың келмесе де солай болады. Әр келе жатқан жаңа заман өкілдері деп айтайықшы, олар өзгеше болады. Бірінен кейін бірі өтетін шығар деп ойлаймын. Әрине оның кемшілік тұстары да міндетті түрде болады, бірақ біз қалай айтсам екен, бір нәрсеге осал болсақ, олар соған мықты болады. Біз соған мықты болсақ, олар да осал болады. Өмірдің қызығы сол емес пе? Біз қазір әлсіз буындар тәрбиелеп жатқан жоқпыз ғой, өйткені жаңағыдай, егер олар шығарманы өздері жазбаса, егер олар математикалық есептерді өздері шығармаса,
егер олар бір кітапты оқымаса, жай ғана қысқаша мазмұнын айтып бер деп жаза салса, яғни бір менің ойымша олар дофаминді ертерек болмаса тез алудың түрі. иә, жоқ, ол осал тұстары, шыдамсыз тұстары әрине ол бір күні жарыққа шығады, өздеріне үлкен ауыр сондай әсерін тигізеді. Бірақ менің ойымша андай бір 13, 14, 20 жасқа дейін андай немножко ақылсыз кезең ғой, юношеский максимализм болып тұрады. 20-ға келіп тақағаннан кейін өзі адам ойланады, санасы оянады. Мен не бере алам деген сияқты. Жоқ, барлығында әрине барлығында болуы мүмкін емес, онда утопия болып кетеді ғой. Бірақ адамда өзі жақсы бір ортаға түскен кезде оянады ішіндегі нәрсесі. Патриоттық сезімі болсын, рухани бір азық жинайын деген сияқты сондай барлығы туындайды. Сондықтан уақыт қана көрсетер ондай кезде. Меніңше жыл өткен сайын балалар еркін болып келе жатқан сияқты. Ол рас, өзінің границалары бар деген. Мысалы маған қарап, менен үлкен әпке ағаларым айтады, сен бізге қарағанда еркінсің деп. Ал мен өзім бауырыма қарасам, дәл солай ойлаймын, бізге қарағанда еркін деген. Біз көп нәрсеге көнген сондай ұрпақ поколение сияқтымыз да, а қазір еркіндеу ұрпақ өсіп келе жатқан сияқты. Енді қазақ айтады, көрпеңе қарап көсілесің деп. Біз заманымыз сондай болды, біз соған қарай біз адаптация жасадық, болмаса соған бар нәрсеге тәуекел етіп, шүкір етіп, жаңағыдай кітаппен ғана шектелдік, болмаса тағы да басқа дегендей, яғни ақпарат бар болып тұрса, неге оны пайдаланбасқа? Бір жағынан біз соның арқасында өмірге бейім секілдіміз. Өйткені мен естідім бір подкаст тоже тыңдаған том. Арабтар негізі біздің қазақтардың, СНГ-нің адамдарын алғысы келеді дейді. Неге? Өйткені оларда советтік білім беру жүйесі бар, олар қиыншылық түзеді, и жұмыс берсе біз қазақтар көп жүреміз ғой. Мысалы сенбі күнде жұмыс істейміз, жұмыс біткеннен кейін, яғни 5-те 2 болса да жұмыстан кейін тағы да дополнительно қалып жұмыс істейміз 3 сағат. Сапалы істегің келеді ғой өйткені. Иә. Біз оған қарамаймыз, біз өзіміздің work-life balance болмаса да, жоқ, біз оны бітіреміз, біз оған сенеміз, содан кейін барып семья, одан кейін семья басқа істердің барлығы кейінге қалады. Соның арқасында бізге қызығады екен. Бір жағынан сол шығар, мысалы барлық әлемнің кейбіреулер қазақтардың шығып жатқаны, мысалы Google-де жұмыс істеп жатыр кейбір қазақтар, және өте көп қазақтар араб мемлекеттеріне, Middle East-ке кетіп жатыр. Сол қиыншылықты көрді, жетті. Өйткені қарап отырсақ, мысалы дамыған мемлекеттерде, Еуропада, Америкада, ақш-та көптеген жастарға бұл еркіндік ерте келіп қойды. Олар бірақ көп нәрсе требовать етеді. Оларға бірдеңені айтасың, сосын кейіннен барып олар изучать етіп, поверхностьті ғана көріп өскен олар. Бабын табады, бірақ олардың требованиясы өте жоғары. Сондықтан да бізге мысалы оның да пайдасы шығар, бізге Құдайдың берген несібесі. Что біз осындай жағдайда өстік, соның арқасында әрістің қайыры бар, соның арқасында біздің жастарымыз жақсы позицияда отыр, мысалы ретінде Middle East-та. Біздің жастар негізі ашқой, сондай бір талант бар, амбиция бар, білім, күш барлығы бар. Осылай түріп қойып істейтін шаруа бар, бірақ тегі мықты қаны бар дегендей ме мүмкін? Ол да бар әрине. Мүмкіндік жоқ. Иә, мүмкіндік жоқ, таныс жоқ. Бір жағынан ол да дұрыс айтады ғой, бәйгенің атын аш ұстау керек, сол кезде ғана бәйге жақсы шабады дегенде. Яғни мүмкін ол да біз демократия барлығын тойдырып қойғанмен де, мысалға қарапайым мысал араб елдеріне мысалы туылған кезде сразу бірден $30,000 ма, $50,000 беріледі, тағы да басқа балаға бүкіл университетке түсуге болады, бірақ та қазірге ешқандай олар кері бір байланыс алып жатқан жоқ олардан. Яғни былай жатқан кезде бала бүкіл нәрсе жетістікке жетіп тұр, бүкіл нәрсе қолында бар, қадірін білмейтін сияқты. Қайта араб елдерінде қазір мигранттар өте қатты жаңағыдай көзге көрініп жатыр, мысалға сол үндістандықтар, пакистандықтар жаңағы хантер басталды нағыз. Мысалы Ресейде сондай қарапайым мысал. Ресейдің өзінде қазір мигранттар дейді, мысалы Азиядан барғандар көбінесе солар әлдеқайда аш, әлдеқайда көп жетістікке жетеді, мысалы қырғыздар, қазақтар, мысалға бүкіл шоу-бизнес болсын, болмаса басқа да бір құрылыс саласында болсын. Өйткені қарапайым орыстар ол нәрсеге барғысы келмейді, ол нәрсеге жасағысы келмейді, мысалы мүмкін жаңағыдай ойына кірмейтін шығар ол нәрсе жасау. Негізі адам chill лайфқа үйреніп қалатын секілді. Мысалы сенде стабильность бар, жұмыс орнында жетеді, сенің айлығың өзіңе жетеді, сен қалаған нәрсені істей аласың. Бір жағынан ол дұрыс, қалаған нәрсеңмен айналыса аласың өмірде. Өмірдің мақсаты яғни
бір жетістікке жетіп кетпеу, яғни сен өзіңнің қалаған нәрсеңмен өмірдің байыппен жылжи беру деген сияқты. Зона комфорта. Оларға өткен ұнайды, зона комфортада өмір сүрген. Сондықтан олар ол зона комфорттан шыққысы келмейді. Бірақ та біздің жастарды жаңағыдай аш болғаннан кейін, яғни ол аш деген мағынада ғылымға, білімге, жетістікке жетуге аш қой енді. Соның арқасында біздікілер көп жерде топ результат көрсетіп жатыр. Өйткені мен білемін, кейбір компаниялардың бастықтары, даже Тоталда, мысалы Катар елінде Тоталдың бастығы қазақ екен. Total Energy, яғни ол мировой компания, ол қазақ басқа елде басқарып отыр. Сол аштық демекші кім? Стив Джобстың айтқанда бар ғой, сол неде Stay hungry, stay foolish деген. Оставайся голодным, оставайся безрассудным деп. Сол сияқты әрқашан. Ол жерде енді тура мағынасы емес, білімге, жаңағы әлем тануға, болмаса жетістікке жетуге деген аштық, амбиция. Сол нәрсе бар сияқты, болу керек сияқты адамда. Қазір айтады ғой, бұрынғы заманда неліктен адамдар жан-жақты дамыған болған. Мысалы, мынау ойшыл, ғалым, философ, астролог, неше түрлі. Ломоносовтың өзі математик дейді, музыкант дейді, астролог дейді, сол сияқты. Неге сондай жан-жақты адамдар болған? Ол қазіргі адамдарға қысым көрсетеді. Яғни қазіргі адамдар, мен бір ғана саланың қазір мықты маман деңгейіне жете алмай тұрған кезде, мына бұрынғы адамдар қандай мықты болған деп сөйтіп өздерін жегідей жеп тастайды екен. Бірақ ондағы нәрсе дейді, ол заман мүлде басқандай болған. Ол жақта андай ақпарат соншалықты аз болғаны, соншалықты, көптеген осы мына саланы іріктеп жинап алып, жалпылама түрде білімін құрған дейді. Аз әрі нақты болған шығар мүмкін. Нақты деп айта алмаймын енді. Қазір ақпараттар нақты деп айта алмаймын енді. Жоқ, бірақ ақпарат көзі қазір бізден көптеу дегенменде сен мынаны оқып, ананы оқып, бір түбіне жете алмайтын кезеңдер болады ғой. Ал олар соның бастауында тұрғандықтан, олар бірнеше ақпаратты миларына сақтап алуға әлдеқайда көп мүмкіндік болды, дофамин болмады деп неше түрлі айтуға болады, салыстырмалы түрде, бірақ ақпарат көзі дәл қазіргі күнгідей көп болған жоқ дейді. Сондықтан олар бір-екі саланы қатар ұстай алатын деңгейде болды дейді. Эволюциялық тұрғыда қарайтын болсан, олар мына жақта тұр, біз қазір мына жақта тұрмыз, солардың ашылулары сол кезде ашылу болды, ал біз оны қанмен, ДНК-мен, осындай бір сабақтастықпен бізге бұл элементарный нәрсе, өйткені біз оны уже де-факто білеміз, дүниеге келе сала. Сол сияқты мүмкін де біз эволюцияның бір шетінде тұрған шығармыз, ары қарай енді бізден кейінгі ұрпақ біз қазір білмейтін нәрселерді біліп өтеді. Сол сияқты ғой, эволюция сондай нәрсе. Мен ойымша қазір айтады ғой, қиын замандар мықты адамдар тәрбиелеп шығарады, дайындап шығады, одан кейін мықты адамдар бір керемет замандарды қалыптастырады да, керемет замандар әлсіз ұрпақтарды дайындайды. Яғни қазір өте әлсіз ұрпақтар дүниеге келіп жатқан секілді. Әлсіз болғанда өмірдің көп дүниесіне дайын емес деп айтайыншы, былайша айтқан кезде. Және де қазір өте қиын жағдай, барлығы айтып жатыр қазір. Үшінші дүниежүзілік соғыстың алдындамыз деген секілді нәрселер. Өйткені әлемнің бір емес, бірнеше нүктелерінде қазір өте үлкен бір соғыс болып жатыр. Не үшін болып жатыр, қалай болып жатыр, әркімнің бір өзіндік көзқарасы бар, яғни нақты шешім таба алмайды ешкім. Яғни және де ол соғыс болып жатқан елдердің барлығында атомный қару бар, атом бомбасы бар. Яғни біреуі бір шешім қабылдап, енді ақымақ шешім қабылдап, біреуі бір кнопканы басса, қалғандарда қарап отпай, яғни ол андай тізбекті процесс болады. Біреу бастаса, қалғандар бәрі қолдайды, өйткені ол саясаттың ар жағындағы бір несі, нәтижесі болатын сияқты. Сол үшін мен ойымша бір қиын кезеңдер мен ойымша алда келе жатқан сияқты қазіргі кезде. Мысалы бізде 2019 жылға дейін өте тыныш заман болды ғой, қарап отырсаңыз. Мысалы тұңғыш президент деп айтқым келді ма, жоқ қалай? Барлық Назарбаев ұстап отырды дегендей, тыныштықты әлемдегі. 2019-ға дейін мысалы ковид болған жоқ, инфляция аз болды, халықтың тапқан табысы өзіне жетті, халық бақыттырақ болған секілді. Бірақ 2019-да ковид шықты, ковидтен кейін қайтадан соғыс басталды. Оның үстіне елу мемлекеттің дамыған қатарына кіріп тұрдық қой. Рухани біз уже материалдық жағынан ең соңғы рухани жаңғыруға жеттік қой. Ал қазір біз төмен қарай түсіп жатқан секілдіміз қайтадан. Азып бара жатыр ма халық? Халық азып бара жатқан. Негізі бар ғой, мен де осындай пессимистік көзқарасты өмір сүрген едім 1-2 жыл бұрын. Бірақ қазір менің енді қазіргі даму деңгейінде менің ойым сәл өзгерді. Өйткені адамзатқа кез келген сыннан, кез келген этаптан өтіп бір инсайт алу керек, өзіне түйу керек тарихи тұрғыда. Мысалы біз жоңғар шапқыншылығы, ашаршылық,
тағысын тағы неше түрлі тарихи маңызы бар жайттарды білеміз, бірақ өзіміз де сол үздіксіз процесте тарихта өмір сүріп жатқанымызды біз кейде түсінбейміз. Өйткені біздің айтқан сөзіміз, қылықтарымыз, тіпті осының барлығын бастан өткізгендеріміздің барлығы осы тарихи тізбекте жалғасып келе жатқанын түсінуіміз керек. Біріншіден, екіншіден, адамзатқа опыт, экспириенс керек. Дегенмен де бір нәрсені түсіну керек. Өте ауыр, ұзақ мерзімді болуы мүмкін, дегенмен де барлығын енді жаппай жаман болып жатыр деп айтқым келмейді. Өйткені менің көзқарасым бойынша қазір бұрынғы қатып қалған бір сол СССР кезінде өмір сүріп, солардың қағидасымен қатып қалған адамдар мен жаңа заман адамдардың арасындағы бір тартыс болып жатқан сияқты. Олар өзінің билік тізгінін бергісі келмейді, сол бұрынғы өзінің позицияларын, ойларын андай болады ғой, адамдарды қорқынышта ұстау, сосын олар идеологияның құрбаны ғой. Ол әрине сол идеологиямен, тіпті сол методпен адамдарды қорқытып, үркітіп, сөйтіп самақшы соғыс бастаймыз, я болмаса біз бүйтеміз, сөйтеміз деген сияқты. Бірақ адамдардың, жалпы халықтың санасы өзгерген, олар түсінбейді көбінесе, иә, мысалы сол айтып жатқан бір соғыстарды десең де. Ал айтып жатады ғой, осы 3-ші дүниежүзілік соғыс болсын, апокалипсис болсын, сосын әлем өзгереді, ақыр заман болады дегеннің түсінігі әртүрлі болады. Ақыр заман дегенне ол міндетті түрде адамзаттың өшіп жоқ болып кетуі ғана емес. Ақыр заман деген ол бізге норма болған нәрсе өліп бітеді де жаңа нәрсе пайда болады. Мысалы, жер жүзінде не болды? Айтып жатады ғой, бұрында Атлантида болды, тағысын тағы мұздық болды, ол еріп қазір субтропик, яғни жердің өзінде бір талай тарихи өзгерістер болған. Біз тек қана сол тізбекте өмір сүрмеген шығармыз, бірақ қазіргі кезде мысалы сол алпауыт диктаторлардың ары қарай шегініп ұмытылуы, жаңа заманның орнауы, соның барлығы ақырындап әкеле жатқан сияқты. Біз қазір тек транзиттік жерде өмір сүреміз. Біз соны бақылап келе жатырмыз, және де мысалы көптеген адамдардың өмірге деген көзқарасы, ұстанымы өзгеріп жатқанын мен байқаймын. Кейбір өздері өз-өзін жоғалтып алғанда, я болмаса мен өз-өзімді таба алмай жүрмін деген барлығы ол осы транзиттік кезең деп білем. Өйткені барлығы өзгеріп жатыр. Өтпелі кезең. Әрине. Мен мынандай бір кішкене эксперимент, оны қатты емес мағынасы болмауы мүмкін. Жак Фреско деген кісі бар, ғалым кісі, осы футуролог деп айтуға келмейтін шығар, бірақ та әлемді жүйенің, болмаса жаңағы білім жүйесінің тағы да басқа қалыптасқан көзқарастардың дұрыс еместігін насихаттап жүрген, болмаса насихаттаған кезінде ол кісі қайтыс болып кетті. Сондай кісі бар, сол кісінің мынандай несі бар айтқаны. Әлемде бейбітшілік қалыптастырудың ең оңай жолы дейді. Мысалға лагерлер қалыптастыру дейді. Андай балалар демалыс орны бар ғой, лагерлер. Әлемдік деңгейде. Егер мысалы Қытайдың балалары бізге келіп демалсын, қазақтармен араласып, мысалы бір айға мәлі 10 күнге, орыстың балалары жаңағы Японияға барсын, болмаса Израильге барсын дегенде сөйтіп бүкіл балалардың осындай қозғалысы болашақта олар енді былай жатқан кезде, мысалы қалдар сенің Польшада қанша достарың бар да, сен Польшаға соғыс ашпайсың егер президент болсаң, өйткені сенің достарың бар ол жақта. Сол секілді нәрсе, яғни андай қалай айтсам екен, сондай қарым-қатынас адамды жақсы тану, ол ұлтты дұрыс тану. Біз идеологияның құрбаны болмас үшін біз оны ұлттың өзін тануымыз керекпіз. Біз идеологияның құрбанымыз, өйткені бізге айтады, ана ұлт жаман, өйткені бізге мына нәрсе жасап қойды деген сияқты нәрсе. Яғни егер де шынымен де сондай нәрсе болса, өйткені ол нәрсе бұрын жүзеге асқан, мысалы Артекті айтады, Ресейдегі КСРО-ның құрамында болған кезде бүкіл 15 республиканың балалары бар оқыған бірге, и соның нәтижесінде республикалар арасында өте тығыз қарым-қатынастар бар мысалға. Яғни сол кездерде оқыған балалар мысалы Грузияда достар болды, басқа да болды, яғни грузиндер туралы нормальный пікірде болады мысалы адам деген сияқты. Сол секілді мен ойымша жаңа ұрпақ тәрбиелеу үшін сондай бір біз мейлі енді қисыға қаш өсет, былай қарай оны түзей алмайсың оны. Бірақ жас талшыбықтарды бір-бірімен сондай бір тығыз қарым-қатынас, оларды әлемнің адамы етіп тәрбиелеп шығу керек секілді. Келешекте ел билейтін сол кісілер ғой мысалы. Иә. Саяхаттау керек, open minded болу керек. Мен өзім мысалы оқуға барғанға дейін қазақтан басқа ұлтты мойындамаймын деп. Шынымен де бізде андай нацистік көзқарас па? Иә, шынымен де нацистік көзқарас болды. Мысалы мен ол кезде оны патриотизм ретінде қабылдадым да.
мысалы қазақтарды жақсы көру, қалғанның бәрін болғаны жоққа шығару үшін, деген иә, сияқты ма? қазақ болғаның үшін мақтану, басқалары андай екінші сорттағы ұлттар сияқты сезімде болдым. Мәссаған. Әрі андай мысалы шыққанда уже әртүрлі басқа ұлттарды көргенде ойлайсың, олардың бізден сұмдық артықшылығы жоқ, біздің олардан сұмдық, адам ретінде біз теңбіз деп. Содан кейін барып менде жаман ұлт жоқ, адамдардың өздері ғана жаман, жақсы деп бөлінеді дегендей. Адамдар да бөлінбейді негізі жаман жақсы. Жалпы қарағанда мысалы жаман ұлт жоқ деген нәрсеге содан кейін ғана келдім. Сосын бізде андай мысалы мен оқушы кезімде қазақ тілді контент қолдандым. Ток-шоу, үйге келесің, кешке жақын жаңалықтардан кейін неше түрлі ток-шоулар басталады. Соның барлығында батыстық мысалы бір нашар қасиет немесе бір сондай жаман нәрсе көрсе, соның барлығы батыстыққа еліктеу, батыс ақпараттың барлығы сондай болды да. Менде алғашында мысалға көп нәрсе Европаға бармағанға дейін ойым басқаша болды. Барғаннан кейін мүлде басқаша болды. Менде андай ой қалыптасты. Мысалы біз жаман нәрсе көрсек, соның барлығын батыстан келген дейміз да. Бірақ өзімізден көрмейміз. Иә, меніңше керісінше мен мысалы Европада мұсылмандықты көбірек көрген сияқтымын. Біз барлығымыз мысалы мұсылманбыз деп айтады да, қазақпыз ғой, мұсылманбыз ғой деген әңгімелер айтылады, бірақ қарапайым андай күліп жүру деген нәрсе жоқ қой бізде. Бізде адамдар бақытсыз, бәрі ашулы, білмеймін, андай сөз көтермей, сондай сияқты. Ал батыста көбінесе барлығы жалпы көп адам көңілді жүреді. Мысалы көмек сұрасаң, андай жан тәнімен көмектескісі келіп тұрады. Білмеймін, сол жағынан негізі мүмкін сондай бір біз батысты жаман қылып көрсеткеннен, әртүрлі ұлттарды нашар қылып көрсеткеннен балаларда сондай не қалыптасатын сияқты. Тек қана қазақ тілді контент қолдансаң, шынымен де андай қазақ деген керемет, басқасының барлығы жай деген сияқты ой қалыптасатын сияқты. Қазақ болып тумағанда не етерін деп. Дәл сондай. Жаңағы балалар тәрбиесі бойынша айтады ғой қазақта, ауылынан шықпағанның ойы ауласынан ары бармайды дей ма? Аспайды дейді. Яғни жері көру керек, бала ел көру керек, яғни былай жатқан кезде өрісіңді кеңейту керек. шынайылыққа, шынайы әлемге тіке көзқараспен қарау керек қой. Мысалға Құранда да айтады ғой, осынау мұхитты, жерді барлығын сендер араласын көрсін деп жараттық деп. Яғни Қазақстанды ғана жараттық, соның ішінде жүндер деп айтпаған ғой. Яғни бүкіл әлемді адам барып көруге оған Алланың несі былай жатқан кезде рұқсаты беріп тұр, барыңдар көріңдер деген сияқты нәрсе. Өте үлкен мүмкіндік қой. Мысалы барасың, еще ол бір жағынан идея алып қайтасың. Ол бірінші көресің экономикасы қандай, салыстыру арқылы білінеді ғой ненің қандай екені, не пайдаланады, негізгі доноры қандай тамақ жейді, қандай мәдениеті, өз-өзін ұстауы деген сияқты. Мысалы алдында информация оқыдым, батыста және ақшта неге адамдар барып өзімен бірге очередьке тұра салады, кезекке, ал бізде неге кезекке тұрмайды деген. Бізде кезекке тұрмайды, мысалы айқайламасаң бізде ешқандай жұмыс жүрмейді. Ал ол жақта өзің кезегің келеді, күтіп тұрасың, бірақ зато соған сәйкес өзіңнің нәтижеңді көресің, затыңды аласың деген секілді. Бұл неге байланысты, мәдениет па сонда? Бізде мәдениет сияқты, мәдениетті қалыптасу. Бірақ на самом деле мысалы біздің жұмысымызды айқайламасаңыз, не болмаса бізде өзі қалыптасу солай. Если сенің жұмысың жүргің келсе, сен солай істеу керексің, ол болмаса болмайды деген. Мен өзі осы шоу келгенде байқадым ше. Мысалы автобусқа отырамын, автобустан түсетін кезде бәрі автобусқа кірейін деп тұр. Мен түсуім керекпін. Маған шамалы жол беріп асып кетсе болады ғой. Обычно бізде Европада олар есікті ашады, бірінші ана кісі шығып кетеді ортадан. И сосын барып кіреді. Ана кісі маған айтады, түссе үйде. Сосын айтамын, түсетін жер жоқ қой, енді ашып жібермейсіздер ма деген секілді. Негізі жаңа Айгүл айтқан жерде толықтыра салайын. Мысалы сен айттың ғой, батыстан көп мұсылмандықты көрдім деп. Мен дәл сол әңгімені тағы бір жігіттен естідім, бірақ айтады, мен Жапониядан өте бір таза мұсылмандықты көрдім деп. Өйткені жапондар біріншіден табиғатты өте қатты аялап қарайды, кәдімгідей тазалық болмаса жаңағыдай бір табиғатпен үйлесімділік деген нәрсені өте қатты ұстанады. Одан кейін тағы бір айтқым келгені, әрине батыстан көп нәрсені алуға болады, бірақ та бір ұлттың бүкіл формасымен қабылдау дұрыс емес деп ойлаймын. Яғни кемшіліктері болады,
мысалға батыстық құндылықтар деген нәрсеге мен мүлдем қарсымын, мысалы пропагандаларға деген сияқты, мысалы ЛГБТ дейді, басқа да нәрселерге. Ал бірақ та ғылым бойынша дамып жатқанын, инфраструктура бойынша, логистика бойынша болмаса адамдарға деген бір гуманный көзқарастар бар ғой, адамгершілік. Соларды мен қолдауға дайынмын, олардың барлығын. Жақсыдан үйрен, жаманнан Иә, жирен, иә, қысқасы. иә. Әр ұлттың бір жақсы плюстарын алу керек, бірақ өзіміздің кім екенімізді ұмытпау керек деген ол сияқты жаңағы нәрсе. лагерьға мысалы әлі өзінің ойы қалыптаспаған балалар барады ғой. Мгм. Мысалы соған қатысты. Ол жерде менің айтқым келген ол жерде мәдениет емес, ол жерде андай қалай айтсам екен, болашақ өзінің достарын, яғни өзге елдерді, өзге ұлттарды тану жаман емес екенін түсіну деген сияқты нәрсе, бір кекшіліктен арылу деген сияқты нәрсе. Ал тәрбие бойынша, мәдениет бойынша ондай нәрсе бүкіл дамыған мемлекеттер бар ғой, мысалға осы соңғы 50 жылда 30 жылда үлкен секіріс жасаған елдерді қарасаң, солардың барлығында сондай бір ұлтты тәрбиелеу деген процесс жүрген. Мысалы Кореяның өзінде бізде киноларда қарайсың, Кореяда бір өздері баняға барып отыр, ондайдың бір өзінің несі бар, жаңағы дәстүр сияқты. Олардың банялары өте үлкен болады, кәдімгі банядан шыққаннан кейін бір жатады ғой, кәрістердің киноларын көресіңдер ме, демалып. Оның барлығы кәрістердің өзінің, оңтүстік Кореяны айтып отырмын қазір, солтүстік емес, өздерінің несі екен, президенттердің бастамасы екен, бұрынғы 50-ші жылдар ма ұмытпасам, кәрістер енді өзі тарихи дерек, ешқандай кемсіту емес, өте лас болған, яғни жаңағыдай шағын аралда тұрған екен, қазіргі Үндістан секілді өте гигиенаға нашар болған. Сосын соны халықтың жаңағы биліктегілер айтқан, халықты солай гигиенаға үйретейік, тазалық деген, таза болсын дегенде, халық қайда барады деген, көбінесе ішуге, жаңағы ойын сауыққа барады деген, онда екеуін бір жерге біріктіріп, үлкен банялар ашып, сол жерде ойын сауық болсын деген сияқты нәрсе. Соның арқасында ұлт тәрбиеленді. Екіншіден Сингапур мысалға. Сингапурды білесің, 3 түрлі ұлттан құралған не ғой негізі, мемлекет қой. И сол басында құрылған кезде әрқайсысы жан-жақ тартады екен. Мен малайзиялықпын, болмаса мен қытаймын деп мойындамай деген біз сингапурлық деген жоқ. Ал қазір сен кімсің десең, ол ұлты Қытай болып тұрса да, мен қытаймын деп айтпайды, мен сингапурлықпын, өйткені сингапурлық деген статус әлдеқайда жоғары. Яғни сол секілді мен ойлаймын, ұлтты тәрбиелеу керек және де болады. Бізде ол бойынша әзірге идеология жоқ. Біздің анау рухани жаңғыру деген секілді дүниелердің барлығы ол онда. Тарихты қайта көтеру деген сияқты нәрсе сияқты, бірақ ұлт тәрбиелеуге кірмейтін сияқты ол. Ұлт тәрбиелеудің ең жақсы тиімді жолы не деп ойлайсыздар? Табиғатпен байланысты өмір сүру шығар, менің ойымша. Біріншіден сананы, рухты ояту, нағыз тарихпен бөлісу. Қазір оңды солын танымайды, өзі білмейді, не білгенді тыңдамайды. Андай қарсыласып, білмеймін, сондай негативті көзқарасты қалыптасады. Әсіресе тарихпен айналысатын адамдар енді тарихи деректермен бөліседі ғой. Ол кейде ұнамауы мүмкін, кейде тарих ащы болатын кездер де болады. Әрине, оны бір жақты қабылдау мүмкін емес. Ол тіпті ұнамайтын тұстарында сен ашық тұрғыда айту керексің, бірақ ол көп адамдарға ұнамауы да мүмкін. Сол сияқты неше түрлі қиындықтары болады. Ол қараңғылықтың кесірінен ғой, қарсыласады, жоқ деп, тіпті анандай білмеймін, сол өздері ойбай біз жошы ұлысынан тарадық, Шыңғысхан заманы деп айтады да, бірақ Шыңғысханның сол кездегі заңдары, енгізген новаторлығы, тіпті соның наным сеніміне деген ақпарат жоқ. Ол туралы басқа біреулер сөз қозғайтын болса, оны ойбай язычник, безбожник деп ары-бері ештеңе айтып тастайды. Сондай жеңіл мақтанға, жеңіл жаңағы бір ауызбен айтып мақтап жаңағы ой сұратып жібергенге соңғы құмармыз да, бірақ та шыны керек, кәдімгі қазір қарасаң, қазақтар өзінің бұрын не ішіп не жегенде білмейді ғой. Осы қазір жаңағы сандық ашылып жатыр ғой, сандық желісі тамақтану. Соның авторы әйел кісі бар ғой, жаңағы кітап жазған. Әйгерім деген кісі, этнограф па, иә. Сол кісінің кітабы бар, осы қазақтың тағамдарының 100 түрлі ма, 1000 түрлі ма рецептісі деген сияқты нәрсе. Оның көбісі қазір ұмытылып кеткен. Біз жейтініміз өзбектің палауы мына жақтан, кімнің орыстың пельменін жейміз, тағы да басқа, бірақ қазақы тамақтар десе, сол қазыны айтамыз, сосын жаңағы бауырсақты айтамыз. Бешбармақ вообще қырғыздармен әлі дау болып жатыр. Біздікі дейтін болмаса, біреулер ет деп айтыңдар дейтін болмаса, ауқат дейді, сол сияқты. Яғни қазақ, осыған дейін біз подкастта айтқанбыз, қазақты әлемге танытудың қажеті жоқ, қазақты қазаққа таныту керек, өзінің кім екенін білу керек деген секілді. Ол кім болған, яғни кім болғанда шауып жүгіре берген болмаса пәлен жер жаулап алғанбыз деген емес, яғни не ішкен,
не жеген, тұрмыс тіршілікте бала қалай тәрбие берген, болмаса табиғатпен қалай байланыста болған деген секілді нәрселерді не қылу керек сияқты, дамыту керек сияқты менің ойымша. Енді ең миға қонымсыз нәрсе, Қазақстанда сен бір үлкен деңгейде мойындалуың үшін сен шетелге барып мойындалу керексің. Сондай нәрсе бар енді, ондаймыз. Не істейсің? біздің мәдениетіміз. Димаштың бағын ашқан Қытай еліне рахмет дейсің ғой. Иә. Бір жағынан сол тіл мәселесі шығады. Өзіміздегі мысалы Қазақстанда орыс тілі басым. Біздің күнделікті өмірімізде де біз орыс тілін қолданамыз. Біздің сол кеңес үкіметі кезіндегі бізге берген идеологияның әсерінен біз өзіміздің құндылықтарымызды, өзіміздің мәдениеттік ұлттық құндылықтарымызды жоғалтып алған енді біз соған қарама қарсы идеологиялық әрекеттер жасауымыз қажет емес па? Негізі идеологиямен жеңеді ғой. Идеология деген бізде мемлекеттің ең үлкен бір пайдаланбайтын инструмент сияқты. Мен өте қатты соған көңілім қалады. Мысалға тілге байланысты болсын, басқа болсын, бізде андай болмайтын программалар жібереді, рухани жаңғыру болмаса тағы да басқа деген секілді нәрселер, андай оның еще жартысы ақшасы жетпейтін мысалы халыққа деген сияқты нәрсе. Бізде рухани жаңғыру бағдарламалары жаңағы өте мықты бағдарламалар. На самом деле ол жаңағы жүзеге асса, яғни халық оны түсінеді. Бірақ біз соңғы жағын бірінші слойды жоғалтып алдық, бірінші фундаментін. Яғни ол бірінші материал жағынан жаңғыру керек. Келесі күнделікті өмір тіршілігін түсіну керек. Одан кейін барып соны рухани жаңғырады. А бізде керісінше, яғни пирамидамыз біздің керісінше тұр, сондықтан халық ол жағына жаңғыра алмайды. Әлі ондай деңгейде финансовый пирамида десей. Негізі бар ғой, бұны бір жақты қарау да дұрыс емес деп ойлаймын. Халықты рухани деңгейге тіпті мотивациялап мүмкіндік беретін жағдай жоқ бізде. Қарапайым халықтың өзі, таңнан кешке шейін жұмыста отырады, бала шағасын тәрбиелейтіндей уақытта мәдениетке уақыты жоқ. Мәдениетке уақыты жоқ, қызығушылығы жоқ, ақшасы жоқ. Мына кез келген европалық бағаларда өмір сүріп жатырмыз біз Қазақстанда. негізі осы азық-түлікпен ғана көп адамдар шектеледі. Индияның несі айлығымен. Кереметтей сол киініп жатқан, шалқып жатқан адамдар жоқ негізі. Барлығы азық-түлікке кетеді. Ол рухани азықты қайдан іздесін? Ол кешке жақын келгет, бала шағасының нәрсесін істеп, әйтеуір осындай кебең тіршілікте өмір сүргендіктен оның осындай рухани деңгейге бет бұратындай, соған назар аударып, тіпті сол театрға баратындай, ол қосымша сауаттылық болу керек, ол экономикалық материалдық жағдай болу керек. Яғни бұл ақшада ғана мәселе емес деп тура айтуға келмейді. Мысалы, тіпті қазір жақсы сапалы кітаптың өзінің бағасы шырқап тұр ғой. Меломанға барсам, жарты жыл бұрын алған кітабым 4-5 мың теңгеге өсіп кеткен. Яғни мұнда қол жетімділікке байланысты, және де осы біздің қазір бюджет, тіпті адам компания қарызға белшесінен кредиттік историяда жатқан, былай тұрсын, Қазақстанның өзі дефицит бюджеті қанша деді Құдай? 3 триллион теңгеден асып жатыр дейді. Яғни все живут непосредством. Мен мысалы тіпті жай ғана бір шағын дүкенге барған кезде тамақты уже андай несиеге алған кезде ол үлкен дабыл қағатын нәрсе. Несие жетісіп жүрсің деген сияқты. Сондықтан мұнда адамның, халықтың өзінде мұршасы жоқ. Кімнің? Өзбекәлі Жәнібектің айтатыны өзінің жасаған негізі биографиясын қарасаң да сол заманда мәдениетке өте қатты көңіл бөлген, ауылдағы мәдениет үйлерін салып отырған кезде жаңағы басқа да, енді халық айтқан ғой, басқа да күресетін болмаса айналысатын істер бар ғой, жол сосыңдар деген сияқты нәрсе жоқ, мәдениетке көңіл бөлу керек деп ерекше айтқан. Оны Англияның премьер-министрі болған Уинстон Черчилль бар ғой. Мен оны айтқан, біздің подкастта бар. Соның айтқаны өте керемет нәрсе. Біз идеялар үшін күресеміз деді. Мен сен солай оқыған шығарсың, мен басқаша оқыдым. Идея, мәдениет үшін күресеміз. Әйтпесе осы күрестің барлығы не үшін? Иә. Мәдениетке дұрыс ақша жұмсалмайды, қысқартып жатқан кезде біз сонда не үшін соғысып жатырмыз деген сияқты. Не үшін күресіп жатырмыз дегендей. Яғни мәдениет үшін, бұрынғы қалыптасқан дәстүрлер үшін дегендей. Тәуелсіздік алғаннан кейін Өзбекәлі Жәнібек негізі сол кезде ұсынған рухани жаңғыруды бастайық. Осы қалпымыздан таймай ары қарай сол күресті жүргізе берейік деген кезде экономикалық тұрғыдан бізге даму керек деп келді. Оны екі жағында қоса ұстауға болады ғой деген сияқты. Оны ешкім елемеді. Негізі ол ең биліктің ең басында отырған адамның өзінің қызығушылығы болу керек әу бастан. Кімсіз болмайды. Ли Куан Юдің мысалы мен биографиясын қараған кезде ол айтады, политика мен саясат пен экономика екеуі қатар жүреді. Біреуін алға қоюға болмаса біреуін артқа қоюға болмайды деген сияқты. Өйткені
екеуін қатар қолдансаң ғана керемет результатқа нәтижеге жетесің. Ал бізде енді кім Нұрсұлтан Әбішұлы өзі айтты басында, бірінші экономика, сосын саясат деген сөзі бар. Яғни оның өзі қате деп түсінуге болады мысалы. Дәл сол жерде екеуін қатар алып жүру керек дегендей. Және де бір нәрсе андай жаңа Өзбекәлі Жәнібеков басында айтты демекші. Бізде қазір мемлекетке мысалға тіл бойынша нақты амалдар қабылдайық, заңдар қабылдайық десең, айтатын нәрсесі біз көршінің қас-қабағына қарауымыз керек деген сияқты нәрсе айтылады. Өйткені Украина соғыс сол үшін басталды, тіл үшін басталды. Яғни мектептердегі орыс тілін алып тастады, сосын артынша Украинаның тілін енгізді. Сол үшін Ресейдің қаһарына ұшырады былайша айтқан кезде. Бірақ та бізге рухани жаңғыруға ешкім кедергі жасап жатқан жоқ қой. Неге сол нәрсені идеологияны қайтадан қолға алмасқа? Яғни біз экономикалық тұрғыдан мысалға Еуразиялық экономикалық одақтан шығып кете алмаймыз мысалға, өйткені ол бізге қатты маңызды. Саяси тұрғыдан біз басқа өзіміз бөлініп шешім қабылдай алмаймыз, болмаса өзіміз бөлек әскери бір шешімдер қабылдай алмаймыз. Барлығына тәуелдіміз, бірақ та рухани жаңғыруға бізге мүмкіндік бар ғой. Неге сол нәрсені қолға алмасқа? Яғни оның барлығы айналып келгенде сол идеологияға келеді. Бізде негізі отчет үшін жұмыс жасайтын секілді. Мысалы кез келген нәрсе программамыз бар, бізде четкий пландар бар. Министрліктер иә солай жұмыс істейді. Министрліктер бәрі жұмыс жасайды, бірақ бізде Ақша бөлінді көзбояушылық дейді, көзбояушылық басым. Анда айтады ғой, міндетті түрде кварталдан кварталға, жылдан жылға бізде осындай экономикалық өсім бар, 3-4% деген. Ол міндетті түрде ғой. Сондай бір шаблонмен өмір сүргенде өте қиын, кім-кімді алдап жатыр деген сияқты. Орташа жалақы қанша бізде білесіңдер ма қазақстанда? 400 жоқ. Негізі 350 мың. орташа жалақы деген кезде мұнда андай түсінік бар ғой. Статистика, аналитикамен жұмыс істеген кезде сен выборкаға қандай диапазонда алып отырсың. Медианная зарплата деген түсінік бар, орташа деген бар. Негізі орташа дегенді технический жағынан ол дұрыс айтып тұр. Бірақ нақты осы выборкада диапазонда ең жиі кездесетін сан деп алайтын болса, ол мүлде бөлек басқа болады ғой. Сондықтан мұнда контекстте маңызды негізі. Негізі минимальный заработный плата 85 мың. Бірақ одан да төмен алатын адамдар бар ғой бізде қоғамда. Негізі заң бойынша, яғни бекітілу керек секілді. Мысалы Польша мен ол егер өзі соған барып не қылса ше, заңға жүгінсе ше, ең минимальный зарплата осындай, сол үшін маған соны беріңдер деп өзінің жеке ниетімен, болмаса өзінің жеке жаңағы ойымен, инициатива дейді ғой. Бізде мемлекетте негізі 3 жүйе бар ғой, заң жүйесі, конституция жүйесі. Олар жұмыс жасамайды ол бізде. Негізі Қазақстанды былайша деңгейге бөлген кезде, мысалы жасыл, қызыл, яғни деңгейлері сары, одан кейін қызыл деген сияқты. Қазақстан негізі сары деңгейден төмен тұрады екен. Яғни біздегі 3 жүйе дұрыс жұмыс жасамайды. Даже сізде бизнес болса, үлкен бизнес, оны тартып алу мүмкін деген. Бизнеске вероятность жоғары ше? Көп. Қауіп көп. Яғни үй сатып алсаңыз, сіздің үйіңізде вероятность жоқ. Мысалы, үйіңіз құлап қалуы мүмкін, бірақ сізге мемлекет салып бере ме, салып бермей ме деген секілді. Соның кесірінен өте аз, мысалы, заң жүйесі жұмыс жасамағаннан кейін халықта да сенім жоқ заңға. Жарайды, өмірін түңілмей қойық, қатты. Жақсы нәрсе айтайық. Айта берсең айта, сағаттап отыруға болады. Осы бір кішкене қорытындылау болсын. 30 жылда қандай жетістікке жеттік деп ойлайсыңдар? Енді минустарын бәріміз білеміз ғой, айтса кәдімгі шай ішіп отырсың да шайың таусылып қалды кәдімгі айтып отырсың. Сол үшін қандай бір жетістіктерге жеттік деп ойлайсыңдар мысалға? Мына нәрсе дұрыс болды деп, енді осы нәрсеге біз бір андай дұрыс келген сияқтымыз деп. Менің ойымша біріншіден ол соғыстың болмаған ешқандай елмен, ешқандай жаңағыдай бір әлемде болып жатқан қақтығыстарға қатыспағанымыз, оның өзі менің ойымша бір енді Құдай бетін аулақ қылсын, ары қарай да соғыс деген өте қиын нәрсе. Мысалы қазір мен ақпараттарды қараймын, осы Ресей неге Украинамен 2022-ден бастап соғысқа қатысқалы 400 мың сарбазын жоғалтыпты. Нақты деректер ол Еуропанікі. Ал Ресей өздері айтпайды, мысалы одан аз дейтін болса, бірақ айтады 400 мың сарбаз деген. Ол 400 мың сарбаз деген ол Қазақстандағы Орал қаласында 200 мың адам тұрады. 2 Орал қаласы ғой, былайша айтқан кезде. 2 қаладан адамдар жоқ деген сияқты. Сол үшін мен ойлаймын, соғыстың болмағаны шығар деп, осы бір қанша жыл өтсе де, 30 жыл болсын, 35 жыл болсын. Сендер не ойлайсыңдар, қандай жетістіктер бар? Меніңше жұмыс орнын құруды мемлекетте. Шетелдік инвесторларды алып келді. Өнеркәсіптерін ашылуы ма? Капиталистке өткеніміз.
енді идеальный жұмыс жасамаса да бірақ біз өтті капиталистикке, сонымен жүріп жатырмыз. салыстырмалы түрде елде бар ма айтатын, мысалы Өзбекстанға қарағанда, Қырғызстанға қарағанда дейтіндей? енді экономикасын, жер байлықтарын қараймыз ғой, мысалы Қырғызстанның жер байлығы біздікі сияқты көп емес. Бірақ мысалы 93 жылы Шеврон келді Қазақстанға. Шевронге келіп еді, мысалы қанша адам жұмыспен қамтылды, Қазақстанның доноры болды. Соның арқасында бізде жолдар түсе бастады, ауруханалар салынды, мемлекеттің экономикасы дамығаннан кейін халықтың өмір сүру стилі, өмір сүру сапасы да өсе бастаған секілді. Өйткені бұрынғы заманда бізде нанға да зар болып қалды 90-шы жылдары, а қазір Құдайға шүкір, мысалы үйімізде нан, үйіміз жылы деген секілді нәрсе бар. Сіздер қыздар не ойлайсыздар? Маған салыстырмалы түрде қазақ тілі мысалы дамып келе жатқан сияқты көрінеді. Бұрын мен мектепте оқыған кезде қазақша біле тұра қазақша сөйлеуге ұялатын адамдардың саны, жастардың саны көбірек болған сияқты. Қазір керісінше тренд болып келе жатқан сияқты да, бәрі қазақ тілін үйренуге тырысады дегендей. Бірақ оны да мысалы мүмкін мемлекеттің белгілі бір әсері бар шығар, бірақ мен көбінесе ол өнермен дамып келе жатқан сияқты көрінеді. Мысалы білмеймін, біреулер әншілерге қарап көбінесе тілді үйренуге тырысады. Мысалы анауың қазақ болсын, сондай қоғамда және қазақ тілін білгісі келетін адамдар көбейіп келе жатқан сияқты. Бұрын мысалы біреулер қазақ тілін білмейтін мақтанышпен айтса, қазір керісінше мысалы мен орыс тілінде өстім, ол менің кінәм емес, бірақ мен қазақша үйренгім келеді дегендей. Салыстырмалы түрде мысалы тілдің деңгейі жақсы деңгейі көтеріп келе жатқан сияқты. Қолданыс аясы кеңейе ма? Иә. Негізі бұл сұрақ өте қатты ойландырып тастады мені. Шынымды айтсам, таба алмайсыз ба? Шынымды айтсам, ауыз толтырып жататын еш нәрсе жоқ екен. Өйткені жылдан жылға сен кез келген ел болсын, жер болсын, халық болсын, кез келген нәрсенің әлеуетін, потенциалын, байлығын көре біле тұра, оның қандай деңгейге жете алатынын біле сезе тұра, қанағат болу керек, бірақ өкініші басым болып тұр. Біріншіден, екіншіден осы сәтке жеткізген жақсы жаман тұстары болсын, бұл адамдар тым төзімді болғаны да өзіне жақсы жаман болуы мүмкін. Бір жағынан Қазақстан мен үшін бұл кез келген ұлт өкіліне, кез келген адамға өмір сүруге ең қолайлы мемлекеттердің бірі деп білем. Неге десек, бұл атам заманнан бастап сол Қазақстанда сол Сібірге айдағандай бір ссылкада жүрген елдер көп болды. Кәрістер болды, мысалы, өте көп, сансыз. Олар өмір сүрді, ассимиляцияға ұшырады. Кейбіреулері осында қалды, қазақтардың арасында өмір сүріп көрді. Тіпті осы қазақша судай ағып тұрған қазір өздерінің туған жерлеріне қайтып келген сол немістер, қалай қазақша таза әдемі сөйлейді. Кәрістер де болды. Мысалы қазір осы жақын арада менің екі тәтем Чечняға барайын деп жатыр. Кезінде көршілес тұрған сол шешендермен кездесіп болған балалық шақтарын еске алып, сөйтіп бір мауқын басайын деп жатыр екен. Сөйтіп жүрген кезде бір аулада өсіп, бір-бірінің мәдениетін бойларына сіңіп, сөйтіп менің апам шешен тілінде сөйтіп сөйлей алады. Біз солардың ұлттық тағамы бар, керемет әдемі жыжық галнаш деп аталынады. Біз әдетте осы бешбармақ жасағаннан, негізі бешбармақ деген дұрыс атау емес, қазақша ет асқаннан кейін келесі күні міндетті түрде сол тағамды дайындаймыз. Соларға деген құрмет, бір жақсы бір естелік, андай сол кезде глобализация болған ғой, қысқаша айтқанда. Яғни сол жердің осындай қолайлы емес, бір жағынан бір не жетісіп келді дейсің кезінде, Қазақстанға не деген себептер ауыр болғанымен де, бірақ соларға ат салысып көмектескен сонда қонақжай халықтардың бірі сол қазақтар деп білем. Бұл енді мақтаушылық емес, бұл факт. Өйткені сен мысалы дүкенде кезекте тұрсаң да, сен басқа ұлт өкілін көрсең, сен соң тілінде соған бірдеңе айтуға тырысасың. Қытайша болса, нихаума. Айтыр, соны білем деген сияқты, оған бір приятно болсыншы деген сондай бір ниетпен бір ой елегінде бір жерінде жатқан бір түркшең түседі, неміс тілің түседі, корейша сондай болады ғой. Саған ыңғайлы болсыншы деген ниетте жүреді қазақтар. Сондықтан Қазақстанның басты алдыға жетелейтін де және де осындай деңгейге ұстап тұратын бұл адамдарына
ниеті қайран қаламын деп па қонақжайлығы ниеті. ниеті ойы әрине 100% барлығы ондай емес, бірақ басым көпшілігі. Менің айтқым келген мысалы кей кезде мен ютубта бір андай Қазақстаннан шыққан бір видеоларды қарап отырамын мысалға, клиптерді болмаса бір киноларды деген сияқты. Сол кезде астына жазады біреулер историясын, мысалға біз қай бір жылы Шешенстаннан көшіп келгенбіз, қазақ бауырларыма рахмет деген сияқты өзбектер жазады. Мен көбінесе білмеймін не екенін, сол нәрсе басқа ұлттардың комментарийінің астына не жазатынын білмеймін, бірақ қазақтарға сөйтіп жазады. Сол кезде мен жаңағы кімнің Жак Фресконың идеясымен келісемін. Мысалы олар бізге келді, біздің ұлтты көрді, жақын таныды, араластық, тығыз тұрмыс тіршілік болды, сосын қайтты, бірақ әлі күнге бір қарым-қатынас, бір-біріне жамандық тілемейді елдер ретінде. Сол секілді менің айтқым келген, мүмкін балаларды солай тәрбиелеу керек шығар. Мүмкін енді ол өте үлкен ғаламдық мәселе. Енді мысалға бір елдің баласы бір осы жаққа келіп араласып деген секілді, ол елге қайтадан барып дегенде, яғни мен ойымша шынымен де болашақта бір утопияны құрудың, бір керемет әлемді құрудың бір жалғыз жолы сол секілді. Мен өзім солай ойлаймын, білемін не екенін. Бірақ қазіргі таңда да жүріп жатыр ғой миграция деген процестер. Мысалы шетелге оқуға кетеді, жұмысқа кетеді, соның арқасында олар қайтып келеді, араласады. Бірақ соның әсерінде де әлі соғыс жүріп жатыр. Меніңше мысалы сол жердің системасына үйрететін секілді. Мысалы бізде қанша адамдар кетеді шетелге болашақпен, бірақ қайтып келген кезде біздің система қайтадан кіріп кетеді. Мысалы бізде әлі бар ғой министрлер, басқа адамдар. Болған. Сол система бар, қайтадан өзінің жалғасын тауып жатыр. Америкада алған біліміңді қайтейін, мына ол жүзеге аспайды екен дегенде, иә, мұнда өз системасы бар деген сияқты. Ол менің ойымша уақытша нәрсе сияқты. Қазір ақырындап сөйтіп 80-90 жылдағы адамдар басшылыққа келген кезде сәл өзгеріс болатын шығар. Негізі ұлтты тәрбиелеу керек сияқты, сол бір жаңа идеология керек сияқты. Мысалға көп нәрсе бізде халықтың қазір былайша айтқан кезде кім Людовик 5-ші ма соны айтқаны бар ғой. Мен халқыммен келістім дейді. Халқым өз білген айтады, мен өзім білгенін істеймін дейді. Сол сияқты екеуміз келістік дейді. Халық білген айта берсін, мен өзім білгенін істеймін деген сияқты. Яғни бізде солай келіскен сияқты мемлекет. Халық білгенін істеп жүре берсін, бірақ мен өзім білгенін істеймін деген сияқты. Білген айта берсін деп. Яғни былайша айтқан кезде халық қазір өзінің білген нәрсесін білген деңгейінде бір рас болсын, өтірік болсын жасап жүр. Мысалы той, қаншама тойлар бар, артық керек емес, тойлау қажет жоқ. Мысалы шығын болмаса бір тойға деген көзқарасты мен ойымша өзгерту керек сияқты. Яғни қаншама кредит болсын, қаншама жаңағы тіпті енді рухани жағынан алайықшы, мысалы арақ шараптың өзі былайша айтқан кезде тойдағы соның барлығы, яғни шынымен ойлану керек секілді. Бір мүмкін стандарт керек пе екен, әлде мүмкін басқа нәрсе ме екен деген секілді. Сол нәрсе мені ойландырады. Яғни кейбір нәрселерді бір бақылауға алу керек сияқты. Ұлттың қазір экономикалық қабілеті төмен ғой. Мен ойымша қазір әрқайсысына миллионнан ақша бергеннің өзінде де андай қалай айтсам екен, бір тойлауды азайтады деп ойламаймын. Қайта тойлардың дүркіреген тойлар одан сайын көбейетін сияқты бізде. Иә, бізде қаржылық сауаттылық деңгейі өте төмен секілді. Өйткені қараймын, кеше маршрутқа отырдым, барлығында кішкентай оқушылардың бәрінде iPhone. Мысалы Қазақстанның заработный платасымен айлығымен, яғни жаңағындай iPhone 15, еще кішкентай iPhone'дар емес, үлкен 15 Pro, 14 Pro деген секілді үлкен iPhone'дар, и барлық оқушылар солай ұстаған. Әрине мен ұстамасын демеймін, бірақ экономикалық түрде салыстырасын. Европада мысалы ешкім ондай iPhone ұстамайды. Өте аз, мысалы Pro ұстайтын адам, обычно бет сынып қалған телефон ұстауы мүмкін. Иә, кім қашан қалай сатып ала алады, ол алады соны. Оның өзінде олар қызыға бермейді. Өйткені бірақ оларда айлығы жетеді, стабильный өмір, кредит жоқ, соның өзінде олар қызыға бермейді. Яғни қарапайым өмір сүруге тырысады. Оның орнына олар балаға инвестиция салады. Біз қалай дамытамыз, әртүрлі курстарға барады бала, әртүрлі қырынан дамиды. Сонда баланың өзінің ойлау қабілеті дамиды. Яғни келешекке ол инвестиция есебінде бала өзінің қалаған затымен айналыса алады деген нәрсе шығады да осы жерде. Бізде де солай болу керек сияқты. Яғни адамды үйрету керек, адамды көру керек. Яғни қалай дамып жатыр ғалам. Біздегі тойлап жүре беретін заман меніңше өткен секілді. Ол бұрындары сол заман болып өтті біздің ата-анамыздың кезінде, оның алдында. Яғни ол той қазақтың қазынасы дейді ғой. Бірақ қазына деп біз одан сайын төмен қарай кетіп қалған сияқтымыз. Қазір кредитке той жасау өте көп қазақ. Соны азайту керек секілді. Оның орнына біз баланы қалай дамытамыз. Бізде мысалы сол проблеманы шешсе,
халықты автоматически финансовый сауаттылық, ғалымдар шығатын болады, экономикалық жағынан да дамитын Бізде болады деп ойлаймын. қазақ атам айтқан екен деп жібере берді жаңағы бір алдына қорған қылып жаңағы. Мысалға Абай да айтады ғой, алтын көрсе періште жолдан таяды деп, қазақ өзінің жаңағы неге дүниеге қызыққанын періштеге жаба салып, соны как бы періштенің өзінде ондай нәрсе бар, маған не дейсің, мен пендемін ғой деп, сол нәрсеге бір дұрыс емес сөз дейді. Мысалы періштеге алтынның не керегі бар деп, яғни қазақта сондай бір қадір қасиеті, құны жоқ сөздер бар дейді. Соларды сол кезде Абай айтқан, яғни қазақты сол кезде сөзбен, іспен тәрбиелеу керек деген секілді нәрсе. Ол нәрсе уже сол кезде қалып кетті, қазір де қалып кеткен сияқты менің ойымша. Айтады ғой, мысалы Абайлардың кезінде, Абайда ақша болды, сол тойдың кезінде неше түрлі жылқылармен лимузин болып келіп жүрген жоқ қой дегендей. Қазір де лимузинмен жүреді барлығы. Қанша машинамен жүреді. Ал ол келешекте самолетпен шығатын шығар деп айтады ғой. Біздің ұрпағымыз, өйткені біздің ата бабамыз солай жасады. Мында осының барлығы бір нәрсеге қанықтырады, ол адамдардың ақпаратсыз білмей сондай неведение деп айтады ғой, сондай өмір сүрудің кесірінен осының барлығы туындайды. Сол қаржылық сауаттылық болсын, рухани деңгейде болсын, тарихи деңгейде болсын. Өйткені мысалы Абай дегенге және есіме түсіп кетті, бұрында бай адам дегенне ол өзінің тобы, өзінің ауылы, өзінің руы үшін кәдімгі жауапты үлкен адам болған. Ол кісі сол кездегі көзі ашық, келген адамға тай сұраса бие берген деген сияқты сондай қолы ашық болған, яғни барлығына көмектесе алған, соған қорған алған адамды айтады. Ол тек қана малы көп адамды бай деп айтуға мүмкін емес. Бұл түсінік бізде қазір дұрыс қалыптаспаған, бай адам деп айтады ғой. Біріншіден, екіншіден кезінде Үкібай деген өзінің барымташы кісі, Абайдың жақын досы болған. Сонда барымтамен айналысқан кезде ол не атақ, көрінгеннің малын жетектеп алып кету, ол ұят болады, бұл ісіңді доғар деп шақырып алып сөйтіп айтқан екен. Онда маған ісіңді сат деген Абай. Осы барымтаңды маған сат деп бір үйір жылқы берген екен. Сол жылқысы шын жүректен, шын ниетпен берілген екен. Өйткені ары қарай сол кісінің сол үйірі өсе келе нағыз бай адам болған екен. Сөйтіп уақыт өте келе сол Үкібай деген кісінің Қаражан деген ұлы дүниеге келеді. Сол Семей, сол қазіргі Семей, сол кезде Семипалатинск болды, сондағы ең бай қуатты адамдардың бірі болған. Ең бай адам десек те болады, өйткені ол кісі сол жақта әлі күнге дейін ауыз толтырып айтатын кожзаводты ашқан. Сол кезде бірінші болып немелерді, телефонды будкаларды связьді орнатқан адам сол кісі болған. Сол заманда сосын көптеген өндірістерді ашқан бір бөлек. Сосын сол кездегі өзекті мәселе алаштықтардың кавалериясын құруға атсалысқан, өзі қатысқан, өзі қаржыландырған, өзінің үйінің жартысын соларға берген деген сияқты. Яғни сол заманнан келе жатқан сабақтастықты айтамын да, яғни бір адамның кезіндегі сөйтіп көмегі сондай құт болып дарып, ары қарай өзінің жақсылығын тигізіп жатыр деген сияқты. Сол сияқты осының барлығын айтқан кезде менің ойымша адамдар біраз жиналады, рухтанады. Сол үшін мен қазір ойлаймын, егер де аяқ астынан экономикалық жағдайымыз тым жақсы болып кетеді, қазір 2024 жыл деп айтайыншы, осы сәтке дейін егер де қазақтар аяқ астынан бай барлығының жағдайы жақсы болып кетсе, бізде сондай беспредел болады. Өйткені ақша бар, бірақ ояну жоқ. Оған казахский понты, барокко стилінде сондай безвкусный нәрселер деген сияқты болды. Сол кеңейтек жаяды. Ол неге? Өйткені адамдарды бірінші санасын ояту керек қой. Санасына сәуле түсіріп дегенде. Сосын сол үшін сана подкасты қараңыздар. Сол үшін мен айтам ғой, мен мүмкін айтқаныммен келіспейтін шығар, бірақ менің ойымша Қазақстанға басқа адам диктатор керек. Яғни ол өзіне ғана, өзінің қамын ойлайтындай, неғұрлым көп ақша ауқат жинап алсам деген емес. Ал адамдар қарсыласады, жоқ деп айтады. Сенің өткізейін деген реформаларыңа үлкен бір сондай не знаю, резонанс болады. Резонанс болады. Жоққа шығара сені қарғап сілеуде мүмкін, бірақ соған төтеп бере алып, сондай бір, мысалы Ли Куан Юды да сол заманында ешкім түсінбеді ғой. Ал қазір соның рахметтерін жаудырып жатыр, тарихи тұлға деп айтып жатыр. Сол сияқты дүниесі, жан дүниесі таза және ниеті түзу адам келу керек осында. Яғни қазір мен түсінбейді, бірақ содан кейін соның қызығын көресіңдер деген сияқты. Басында жаманатты боласың бәрі, мысалы. Сен түсінбейді. Ли Куан Юда сондай болды, мысалы кезінде Ли Куан Юда ағылшын баспа сөздері кәдімгі диктатор деп жазған. Адам құқығын шектейді деген сияқты нәрсе.
сосын кім Ататүрктің айтқан, Ататүрк осы түріктердің дәстүрлі киімінен костюмге, еуропалық стильге көштірген адам сол кезде қатты сақалдарын өсірмесін деген секілді нәрселер. Мысалы кім Иван кім бар, Петр Первый бар ғой, сол да осындай болған. Мысалы орыстардың бір сақал өсіп кеткен нелердің барлығы сақалға салық салған деген сияқты нәрселер. Иә, сақалы. Соның барлығы енді халыққа сол кезде жаманатты болып көрінуі мүмкін, бірақ олар ұлтты тәрбиелеп шығарады соңында. Маған қазір мысалы Өзбекстандағы тенденция ұнайды. Оларға кәдімгідей сақалында непонятно өсірмеңдер, хиджабтарын киіңіздер, өздерінің ұлттық идентиканы жоғалтпаңдар деген сияқты қатаң заң қабылдап жатыр. Сол сияқты қорықпау керек қой адамның. Қорықпау керек. Әлемдік ұйымдардан жаңағы сын естіп қалам, қысым көремін дегендерден, иә. Ол әр нәрсенің өзінің шекарасы бар. Сен енді өз ұлтыңды өзің басқара алмасаң, көрінгенге жалтақтап жүретін болсаң, біттің, құрыдың деп ойлар. Сол сияқты. Білмеймін, сондай өзі рухы биік, жақсы мағынада айтқанда намысы болу керек, білімі өзі болу керек қой, рухани деңгейде. Жауапкершілік ала алатын адам керек негізі біздің қоғамға. Жаны ашитын адам келу керек қысқасы. Негізі шынымен ғой, қазір қоғамда бір қандай да бір резонанс болсын, ешқандай соған жауапты адам келіп, маған мен жауап дедім, менің кінәмнен осындай болды, мен жұмыстан шығамын деп ешкім айтқан емес. Мысалға, қанша мысалы, қайбір жылдар қант жетпей қалды. Оған кім жауапты? Мысалға, министрлік жаңағы сауда министрлігі болса, қантқа кім жауапты? Өзінің кәсіби мамандар болады ғой, мемлекетте жауап беретін болмаса тағы да басқа. Ешкім ешқашан шығып, мен кінәледім деп. Мысалы, мен байқаймын, Жапонияда сондай нәрсе бар. Даже бір компанияның, бір жеке компания, ол мемлекетке қатысы жоқ, автобустар адам тасымалдайтын автобустар бар. Бір күні автобустар шықпай қалса, халықтың арасына шығып кешірім сұрап, осындай болып еді, бірақ біз кешірім сұраймыз, және екінші күні біз тегін жұмыс істейміз дегендей. Бізде білмейсің, мұнай қымбаттап жатса, нан қымбаттап жатса, ешкім шығып мынау жауап дейтін болса, мысалға кеше бір жақында бір керемет бір көңілдерің көтеріліп отырсын, шамалы бір жаңалық естідім КТЖ-дан. Айтады, жазғы күндері бізде нелер кешігіп келеді ғой, поездар. Сөйтіп сұраған жауапты мамандарға, неге ол кешігіп келеді десе, жазғы кезде металл темір бар ғой, қызған кезде сенеді ғой, жазда жолдар ұзарады деп айтқан ғой. Мысалға енді ана жауапты мен естіп шамалы бір 5 минут тоқтамай күлген шығармын кәдімгідей. Яғни ол не деген жауап, және де неге одан да мен кінәледім, болмаса график дұрыс сымады деп айта салмайды дейміз ғой. Мысалы одан да ананы мен ұмытпайтын шығармын ана жауапты. Егер ол мен кінәлім деп айтса, мен ұмытып қалуым мүмкін еді. Сол секілді бізге шынымен де жауапкершілігі бар адам керек сияқты. Кез келесі адам, мысалға білім министрлігі болсын, басқа болсын, бір қандай да бір дау шықса, мен жауаптымын. Мысалы қазір әскерде қазір бәріміз білеміз қанша қырғын болып отқанын. Бірақ ешкім жауапты деп айтпайды, барлығын бір кездейсоқ оқиға болмаса, біреудің кінәсі болмаса, өз бала сондай еді деген сияқты нәрселер жазып. Білмеймін енді. Жауапкершілік деген кей кезде ойлаймын, Қазақстанда бар нәрсе ме өзі жоқ па деп бір. Как будто бізде жоқ сияқты сол нәрсе бір. Бізде тек қана жоғары жақта емес, қарапайым жұмыста да жоқ сияқты негізінде. Білмеймін, мен сондай жауапсыз адамдар көп кездестіремін негізінде. Бізде мысалы ешкім ешкімнің алдында жауапкершілік сезбейтін сияқты, өйткені ойлайды, мен сені алдап кетсем ештеңе емес, сен де біреуді алдап жатсың. Сондай оймен жүретін сияқты, қабылдаумен. Біреулер айтады, осы нәрсені жаңағы дін түзейді деп, жаңағы имандылық түзейді деп айтады, оған қалай қарайсыңдар? Негізі сендер бағанадан бері айтып отырсыңдар ғой, Европада, Жапонияда мұсылмандықты көп көрді. Ол мұсылмандық деген сөз мұнда мүлде келмейді. Бұл бір ғана сөз, барлығына ортақ, бұл адамгершілік деген сөз. Ол жерде былай ғой, жоқ, жалпы негізі адамгершілік деген сөз білдіреді. Ол бір парадигмаға, бір дінге үйлестіру ол дұрыс емес. Өйткені адамның, кез келген адам, кез келген ұлттың бір-біріне деген ұлтқа, дінге бөлінген қисынсыз нәрсе негізі. Яғни кез келген адам алдына жауапкершілік болу керек. Иә? Біреуді алдама, өлтірме, өзіңнің кармаңды бұзба деген сияқты. Ол жалпы адамзат баласына ортақ дүние. Соны айтқым келген бағана. Менің айтқым келгені мәселе бізде мысалы мындай ғой, бүкіл Алла деп жүреді, или қандай да бір сенімін білдіріп жүреді адамдарда. Мысалы бұл мұсылмандық дегенді негізге алып істейді да біздің елде істеген нәрсені. Бірақ ондай шынайы мысалға нақты бір нәрсе, мысалы білмеймін, кез келген дін ол мысалы
адалдықтан, сол адамгершілік сол нәрседен басталады ғой. Ал бізде оны мысалы нақты бір дінге тіреп әкеліп айтады, бірақ іс әрекетке келгенде басқаша нәрсе. Ол жаңағы айтқым келгені адамгершілік деп дұрыс айтып отырсың Зарина, бірақ та былай ғой, адам өлтірме анау мынау деген нәрселердің барлығы ол ауыздан шыққан нәрсемен бір жүйеге жиналықталмаған нәрсе ғой. Мысалы адам өлтірме, табиғатты қорға деп ауызша айтылады да, дін просто дін деген нәрсе сол нәрсенің барлығын жүйелеген нәрсе. Яғни дінде айтылады, мысалы нағыз мұсылманның келбеті дейді да, ол қандай болу керек? Мысалы адам өлтірмейді, табиғатты қорғайды, сосын жаңағы күліп жүреді деген секілді нәрсе, соның барлығы дінде бір ең алғаш мен жалпы дін айтамын, діндердің ішіндегі ең жүйеге келтірілген мысалы жазылған бір формасы бар, яғни қабырғасы бар дегендей, структурасы бар дегендей. Енді мұсылмандық деген біздің өзіміздің ата дініміз, яғни дәстүрлі дін деп айтайыншы мен. Сол болғаннан кейін біз соған сүйенеміз. Ал былайша жаңа сен айтқандай, кім Мұстафа Өзтүріктің өзі айтқан ғой, чемпион болу оңай, бірақ адам болу қиын деп. Яғни қандай терең мағынада айтылған нәрсе. Кез келген діннің функциясы негізі адамды тәрбиелеу ғой, адам қылып. Жаңағы бүкіл құндылықтары бір. Адам болып қалыптасу, бірақ енді мемлекет соны пайдалана алу керек ше. Мемлекеттің идеологиясын тоже жеткізетін ол дін. Дін арқылы халықты тәрбиелейді. Бірақ негізгі базовый құндылықтар ол бүкіл дінде бірдей. Бірақ мен біздегі дінде дұрыс насихатталып жатыр деп ойламаймын. Мысалы, немесе мен тыңдап қалатын уағыздар сондай. Бізде көбінесе көп әйел алу, сондай бір болмайтын әңгімелерді айтып отыратын сияқты. Сіз ақпаратты қайдан аласыз? Ол қоғамның сұранысында бар нәрселер айтқаннан кейін шығар мүмкін. Мешітке барып тыңдамаймын. Құдай сақтасын деп қойса. Жоқ, кез келген ақпаратты сен мейлі қалай қазақша болсын, мейлі қалай әдемі болсын, құлаққа үйіп тыңдайтындай болса да, сен өзің миың қосылып тұру керек әрдайым. Не айтып тұрсың сен деген сияқты. Қазір мен байқағаным, ана жол бір досыммен бір қызық талқы болды, 2,5 сағат деген. Сонда маған айтатыным, Қазақстан өте әрқилы. Бір қоғам таза қазақ тілінде сөйлейді, біріншісі, ал қазақ тілінде сөйлегенімен де олар тым қатты дінге берілген, олар нағыз арабизацияның құлы болып кеткен дейді. Ал екінші жағы, мысалы дейді, ол енді ол өзінің көзқарасы, мен онымен келісемін деп айта алмаймын. Екіншіден, мысалы, нағыз қазаққа деген жанашырлығы бар, бірақ олар қазақ тілін білмейтін жандар да бар. Бірақ оларды адам ретінде олар менсінбейді дейді. Сонда сен не істейсің деп маған осындай бір сұрақ қойғаны бар. Білмеймін, енді ол тіл, дін деген сияқты бөліп тастағаны мына жерде сәл келіңкіремейді. Бірақ қалай айтсам екен, мен бір байқағаным, қазақ тілді аудиторияны алдайса олай тым оңай екенін байқадым өзім. Талай рет соған көзім жетті, өйткені неше түрлі спикерлер, неше түрлі адамдар келеді, олардың қалай айтсам болады, ең конечный цели андай бір нәрсені өткізіп кету керек. Бір ойды, бір парадигманы, бір мысалы наған дауыс бер, нан бүйт сөйт деген сияқты бір өзінің бір мақсаты бар. Сонда ол әуел бастан бірінші таза, әдемі қазақша сөйлеп, рухты, намысты оятатындай болады, сондай болады ғой. Атам қазақ не көрмеді деп бастайды, ана тарихи тізбекте дейді. Яғни ол ең алдымен әдемі тілмен адамды баурап алады. Ал әдемі қазақша сөйлеген адам қазір қоғамды кемдеген, ары қарай ақырын кеткізіп өзінің бір андай онша емес бір идеясын ұсына жатады. Сосын адамдар болады, осылай дұрыс шығар. Неге десең, өйткені ол енді өзіміздің қазақ қой деген сияқты болады ғой. Сондай бір тілдің бір жақсы жаман тұстары да бар екен түсіндім. Сондықтан ақпаратты қайдан аласың деген сұрақ. Эзоптың несі бар ғой, мысалы білесің ғой, грекиядағы. Эзопа. Неге Эзоп деген бір құл болады, соның иесі болады. Жаңағы грекияда сол айтады, Эзоп айтады, маған ең тәтті нәрсені алып кел деп, жаңағы неден малдынан болмаса бір мал сойған кезде. Эзоп барып тілді апарады. Ең тәтті нәрсе деген. Неге десе, өйткені тіл тәтті, кәдімгі адамның несі. Тәтті сөзбен айтады, осы барлығын өткізіп жібереді, жаңағы жыл сөйлеп деген сияқты. Барып жарайды, енді ең ащы нәрсені алып кел дейді иесі. Тағы да тілді апарады, ең ащы осы деп. Сол сияқты. Біз жаңа қарап отырмыз, біз айналып келген кезде қазір сол қазақтарға тірелдік дағы, енді біз мына жерде біз пікірлердің шамалы бөлінген түрі болып жатыр, өйткені қазаққа біз әртүрлі не беріп жатырық, анықтама. Тіл бойынша, дін бойынша, болмаса жаңағыдай қоғамдағы бір
атқаратын рөл бойынша деген сияқты. Бір ауыз сөзбен қазіргі қазақ қандай болып мысалы болмысы жағынан. Біреулер айтады Қазақстанда туған адамды қазақ деп айтамыз дейді, біреулер айтады ол ұлты басқа не болмаса қазақ деп жүрек соқса ол қазақ деп айтайық дейді. Не айтасың мысалы қазақ деп кімді айтамыз мысалға? Қалеке, не ойлайсың? Бір ауыз сөзбен. Сонымен біз подкастты аяқтайық бүгінгі. Жақсы. Қазақ деген менің ойымша жалпы қазақтың құндылығын білу керек, қазақтың кім екенін білу керек. Жаңағы патриот болуға да болады. Бізде Қазақстанда тұратын адамның барлығын біз қазақ деп айтамыз, негізі жалпы. Көп ұлтты мемлекет, қазақстандықпыз деп. Ал қазақ дегеніміз ол өзінің қайдан шыққанын білетін адам және қайда бара жатқанын білетін адам деп ойлаймын. Өйткені негізгі қазақтың құндылықтарын не бағалайтын адам ол келешекте ұрпақты да тәрбиелейтін адам ғой. Соның арқасында бізде келешектегі ұрпаққа біз сенімділікпен қарай аламыз деп ойлаймын. Зарина, сен не ойлайсың қазақ дегенге? Қандай қалай көресің жалпы осы қазақ дегенді, қалай айтқан дұрыс, нақты жаңағы мән мағына берген дұрыс болмаса, анықтамасы қандай болған дұрыс қазақ дегеннің? Мен негізі бұрынғы подкасттарда айтқан өте ауқымды сұрақ негізі. Қазір тағы да созылып кетеді деп отырмын да. Негізі қазіргі менің даму деңгейіме байланысты бұл ойым өзгереді әлі, оны білемін. Бірақ әзірге менің ойым бойынша қазақ деген ол бірнеше факторлардан құралатын нәрсе. Сөзсіз этникалық жағынан сенің қай бабылда өстің, қай мәдениетте өстің деген сияқты соның барлығы. Бірақ жалпылама түрде бұл state of mind сияқты. Это орысша айтқанда это особое состояние души мен үшін. Яғни ол сенің әрине қазақ тілде әдемі сөйлеп тұрсаң, жылы сөйлеп тұрсаң, иә, нұр үстіне нұр ғой, бірақ бұл тілден бұрын сенің адамға деген жанашырлығың сияқты. Мен дәл қазіргі уақытта мен есіме түсіп кеткені, әлгі Сібірден айдалып концлагерьде адамдар отырды ғой. Ол кезде тіл жоқ, бірақ сол кезде қазақтың әйелдері келіп сол адамдарға тас лақтырғандай болды, сөйтіп құрт лақтырды. Ол өте ауыр ғой, елестетсең, иә. Сондағысы тілсіз-ақ мен ғана адамға деген қол ұшыңды беру, сенің таза ниетті болуың, жанашыр болуың, қонақжай болуың, адамға деген сондай бір көмектескің келіп тұрғаны, ерекше сондай бір пейілі, көңілі кең, жүрегі кең адамдарды есіме келеді. Қысқаша айтқым келген осы. Айгүл. Қазақтың болмысын қалай көресің? Бір қазақ болмысын? Қазақтың бір несін, образын жаңа Зарина айтқандай негізінде адамгершілік және жомарттық. Мен негіз мысалы байлар туралы айтады ғой. Бізде мысалы әдебиетте байларды жаман жағынан көрсетті дегенде. Мен негіз ал кейін оқи келе біз керісінше байлар нағыз ұлттың жанашыры болған деп айтады да. Мен мысалы қазақ дегенде сондай жылы ойлар болғанын және сондай болмысқа өзім ұмтылғым келеді да. Мысалы жомарттық, қарапайым көршіге дұрыс қарау, маңайындағы адамдарға қарау деген сияқты. Жомарттық, адамгершілік. Және мен мысалы орыс тілінде сөйлеп, қазақ тілін білмесе де, ол бәрібір де қазақ қой ол. Мысалы мен оларды былай бөле алмаймын да, мысалы сен қазақ емессің деген. Әрі мысалы қазақ екенін мойындамайтын адамды да мен сен қанша қазақ екеніңді болмысыңды мойындамасаң да қалай айналдырып сен қазақсың. Мысалы ол ұлт жағынан егер жай ұлт ретінде айтса, мысалы ДНК-сы қазақ адам, ол қазақ деп есептеймін. Ал егер болмыс жағынан айтса, сол адамгершілік пен жомарттық шығар. Енді бір андай әртүрлі жауап естіген сияқты болып отырмын қазір. Бір андай барлығы да дұрыс деп ойлаймын. Барлығы да бір өзіндік ерекшелік пен өзіндік бір құнарлығы бар деп ойлаймын. Менің өзім жеке пікірім қазақ деген кезде. Жаңа сенің айтқан пікіріңе шамалы қарсылау болуы мүмкін, бірақ та қазақта ана тіл деген бар ғой. Мысалы не жоқ. Туған жер дейді, оны ана жер деп айтпайды, мына жер деп айтпайды болса. Ана тілі, яғни ана деген бізде ең киелі ұғым ғой, содан шықтым деген сияқты. Мен ойлаймын, қазақша сөйлеп, қазақша
білген адам, болмаса қазақтықтың кілті тілде деп ойлаймын. Тілді кім біледі, сол қазақтыққа бір есік аша білген, яғни нағыз сен қазақтың болмысын, тілін, кәдімгі жеген шелпегің болсын, аунаған жерің болсын, табиғатың болсын, барлығын түсіну үшін сен тілін білу керек сияқтысың. Тілін білмесең кәдімгі құндылығы болмайды сияқты оның. Өйткені ана кім Иммануил Кант дейді ғой, соның өзі айтқан ғой, өз ана тілін білмейтін адамды мен мәдениетті адам деп ойламаймын деп. Яғни ол қанша жерде мықты адам болсын. Сол секілді енді әрине әртүрлі ситуацияларға, жағдайларға, тарихи жағдайларға байланысты тілін білмей ұмытып кеткен адамдар бар, тағы да басқа. Бірақ кей кезде менің кішкене де болсын намысыма тиеді. Айдалада, Қытай елінде, Моңғолияда жүріп, қазақ, сол өзге елде жүріп, өзінің ана тілін ұмытып қалған адамдар бар. Бізде өзіміздің бостандық, тәуелсіздік, былайша айтқан кезде өз мемлекетіміз, өз рәміздеріміз, өзіміздің тіліміз бар жерде жүріп, өзіміздің тілімізді білмегеніміз мен ойымша бір кішкене болсын намысыма тиеді. Сол үшін мен ойлаймын, өзімнің көзқарасым сол. Менің қазақтықтың болмысы ретінде тілді мен бірінші орынға қояр едім. Және де екіншісі ол әрине бостандық. Өйткені қазақ деген ол бостандық, азат деген мағына береді қазақ деген сөз. Яғни бос болу керек, ойлау болу керек, өз тағдырын өзі алып жүретін адам. Менде де қазір сен сияқты ойлағанмын. Шахановтың айтатыны бар ғой. 4 ана дейтін ба? 12 жасқа дейін баланы өз тілінде істемесең, ол өзінің ұлтын ойлайтын азамат болмайды деп. Мен университетте мұғалімім болған, орысша өскен, орысша оқыған, өзінің заманына сай. Бірақ ол кісі қазақтың балаларына деген аса жанашырлық сезілетін. Ол өзінің сабағын мықты беретін, қазақ тілінде акцентпен сөйлесе де, максимально қазақ тілінде сапалы білім беруге тырысты. Мысалы, дәл жамандаған емес, бірақ дәл солай қазақ тілінде білетін мұғалімдер болды сабаққа. Мынаны көшіріп жаз кел, мынаны бүйтіп кел деп немқұрайлы қараған. Мысалы, ол кісіге ден мен кәдімгі қазақ балаларына деген үлкен жанашырлықты көрдім. Ол да өзінің білмеймін, өзінің ұлтына деген не ғой, құрмет, өзінің ұлтының алдына бір қандай да бір мақсат қойған. Мысалы, мен қазақ балаларына осындай білім беру керекпін деген. Ол үнемі айтатын бізге, мысалы, қазақ, мысалы, орыс тілді балалар, мен мектепте оқығанда да, универде оқығанда да әрқашан айтады да, вот орыс тілді балалар, орыс группасының балалары керемет, сендер әлі жүрсіңдер. Қазақтың балалары жалқау деген сияқты. Мысалы, ол кісі керісінше айтатын. Мысалы, сендер мықты болу керексіңдер дегенде. Мысалы, мен ол жағынан, білмеймін, мен қазақ тілінде сөйлеп өссе де қазаққа олай жаны ашымайтындар бар. Мен енді айтқым келген жаңағыдай ғой. Мен әрине тіл білмесе де қазақ болып есептелетін адамдар бар, бірақ та толыққанды қазақ болу үшін, яғни таза қазақ болу үшін меніңше тілді білген дұрыс секілді деп ойлаймын. Әрине дұрыс, бірақ бір жағынан оларды сөккім келмейді. Жоқ, мен оларды сөгіп жатқан жоқпын, жай ғана. Тарихи тұрғыда өздерінің әрине тарихи дәрежесі бар, өздерінің бір травмасы бар. Оларда жылдан жылға кәдімгідей үлкен комплекс болады. Мен қазақша білмеймін, мен балаларым білмейді, мен неліктен соны жаттай алмай жатырмын деген сияқты дабыл қағатын тұстары бар. Олар түсініп отыр оның барлығын. Тек уақыт келе адамдар оған келеді деп ойлаймын, өйткені бұл сәнге айналып отыр, қарапайым тұрғыда қарайтын болсақ. Және де осы 2022 жылы болған нәрсе қатты барлығына әсер етті. Мен өз тамырыма бұрайын дейін. Яғни Қазақстанда ешқандай алпауыт жұмыс жүргізілмесе де, әр адам өзінің мәдени майданында қазір күресіп жатыр. Өзі оянып жатыр, өзі ізденіп жатыр. Әр адам өз соған келе жатыр. Ол табиғи тұрғыда өтіп жатқан процесс, сондықтан уақыт өте келе адамдар оған да келеді деген сенімдемін. Ұлттың ояну процесі жүріп жатыр. Мысалы, Дәулетбақтың бұл өмірде жолы болды. Ол қазақ ортада өмір сүрді, барлық қазақ тілінде сөйледі. Ал егер де сен басқа бабылда өмір сүрсең, басқа кезеңде, басқа қалада, мысалы, мына Астана Целиноград болған кезде, қазір 70-ші жылда туған тәтелер бәрі айтышты, мында бізге күн көрсетпейтін дейді. Не тілде сөйлеп жатырсың деген сияқты. Сол кезде адамдарда кәдімгі үрей қорқыныш болған. Солармен ұрсыстық, төбелестік, күнде бірдеме әйтеуір дәлелдеу болу керек болдым дейді. Физикалық тұрғыда. Сен жынды емессің, сен ақымақ емессің, сен өз жерінде жүрсің деген сияқты. Сондықтан әр адамның басында өткен әртүрлі оқиға бар. Сондықтан сен оны сезбесең, ғайбаттау дұрыс емес деп. Сөзін қорытындылайық, сонымен подкаст жабайық. Мысалға бізде Америкадағы үнді халықтар бар ғой, оларды тіпті кейбіреулер
Алтайдан көшіп барған түріктер деп те айтып жатады мысалға. Алтайдағы неде Американың ең алғаш қоныстанған үнді халықтарының жергілікті апачилер дейді мысалға. Солардың бір керемет сөзі бар, айтады, сен мен туралы бірдеңе айту үшін менің аяқ киімді киіп мен жүріп өткен жолмен жүру керексің дейді. Яғни бұл жерде ешкімнің жеке басына тию болмаса жаңағыдай бір тіл бойынша кемсіту емес, яғни әркімнің өзінің көзқарасы болу керек. Демократиялық өмірде қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін ол нәрсе болу керек және ол нәрсе айтылу керек. Сол үшін де бір бүгінгі көзқарастар айтылған, ол тек қана қоғамның пайдасы үшін және де өзіміздің былайша айтқан кезде абай айтпақшы жігерімізді ары қарай да жанып жаңағыдай өзімізді қамшылау үшін керек деп ойлаймын. Ең бірінші кезекте өзіміздің ойымызды ары қарай да нақтылау үшін сондай бір керемет кеш болды. Бүгінгі келіп уақыт бөлгендеріңе, уақыт бөлгенімізге осыдан кейін осы подкастта осы мәселелер де абайдың қара сөздері де 10-15 жылдан кейін мүлде өзекті емес болатын шығар деп сенемін. Сол күнге үміттенеміз. Сол күнге жетейік деп айтайықшы қысқасы. Абайдың айтқан мәселелерінің бәрі шешіліп кетсін десе. Иә, сол ғой. Бұйырса. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет шақырғандарыңызға. Керемет подкаст үшін.